Шымкенттің жазғы таңы әлі толық атып үлгермеген. Шығыстан білінген бозғылт жарық қара шаңырақтың терезесіне әрең түсіп тұрған шақта, Мариям әдеттегідей сағат 6-ға жетпей оянып, жанында тәтті ұйқыда жатқан қызы Аружанның үстіндегі жұқа көрпесін түсеп қойды да, ешкімді оятпауға тырысып, бөлмеден ақырын шықты. Үй іші жым-жырт болғанмен, оның ойында бүгін атқарылатын шаруалардың ұзын тізімі әлдеқашан басталып кеткен еді. Өйткені бұл шаңырақта бір адамның тірлігі аяқталмай жатып, екіншісі басталып, бір қазанның буы басылмай жатып, екінші қазан отқа қойылатын күндер аз емес болатын. Ол ас үйге кіріп, кешеден қалған ыдыстардың арасынан үлкен табақты алып, түнде илеп қойған қамырын ашып қарады. Қамыр бабына келіп көтеріліп қалыпты. Соны қайта басып, тоқашқа бөліп жатқанда, шәйнекті де отқа қойып, кір жуғыш машинаға балалардың киімдерін салып үлгерді. Мариямның қимылы Айзат апанікіндей шапшаң емес еді. Ол бір істі бастағанда асықпай, төгіп шашпай аяқтауға тырысатын. Сондықтан сырттай қараған адамға расында да баяу көрінетін. Алайда таң атқаннан кеш батқанға дейін, сол баяу қолдардың қанша табақ жуып, қанша киім бүктеп, қанша баланың артынан жинап, қанша рет дастархан жайып жүргенін бұл үйде ешкім санап көрмеген еді. 7 жыл бұрын осы үйдің табалдырығын алғаш келін болып аттағанда, Айзат апа оның әр қимылын өзі көрсетіп, келін деген пысық болу керек деп күліп айтып жүретін. Ал Мариям енесінің соңынан қалмай үйренуге тырысатын. Бірақ жылдар өте келе сол әзілдің орнына зілді ескерту, ескертудің орнына ауыр сөз көбейіп, Мариям да бірте-бірте өзіне айтылған сөзді ішіне жұтып үйренген болатын. Сағат 7-ге жақындағанда, пештен жаңа піскен тоқаштың иісі бүкіл үйге тарады. Мариям сүт қосылған ботқаны араластырып тұрып, бір қолымен дастарханға кеселерді қойып, арасында машинадағы кірдің біткен-бітпегеніне қарап жүрді. Бірінші болып Мұратбек ата оянды. 69-ға келген қария ас үйдің есігінен басын соғып, келініне үнсіз ғана бас изеп амандасты да, аулаға шығып кетті. Оның артынан Айзат апа бөлмесінен шықты. 64 жасқа келгенмен, Айзат апаның көзі әлі де қырағы, үй ішіндегі өзгерісті бірден байқап қалатын. Тек соңғы 2-3 жылдан бері тізесі қақсап, таңертең төсектен тұрған кезде біраз уақыт аяғын баса алмай отыратын әдет пайда болған еді. Ол ас үйге кіріп келе жатып, үстелдегі ыстық тоқашқа да, дайын тұрған ботқаға да, қайнап тұрған шайға да назар аудармастан, есік жақта тұрған кір салынған кішкентай себетке көзі түсті. Кеше кешкісін балалардың шешіп тастаған бірнеше киімі сонда қалып қойған еді. Мынау неге әлі жатыр деген бір ғана сұрақтан Мариям енесінің көңіл-күйін бірден түсінді. Ол кірдің бір бөлігін машинаға салып қойғанын, қалғанын артынан жуатынын айтпақ болып еді, Айзат апа сөзін соңына дейін тыңдамады. 7 жыл болды осы үйге келін болып түскеніңе. Әлі күнге дейін бір істің соңынан бірісін қалып жүреді. Жылдам-жылдам қиылдасамшы? Сенен артылатын қандай шаруа бар бұл үйде, деп күңкілдеп, орындыққа отырды. Мариям үндемеді. Қамыр илеген қолының сырты қызарып кеткен нал жапқышына сүртіп, енесінің алдына шайын қойды. Дәл осы кезде Сара да оянды. Бірінші некесінен кейін қызы Күнсұлуды ертіп төркініне қайтып келгеніне біраз уақыт болған Сара, қазір осы үйде анасымен бірге тұратын. Таңертең жұмысқа асығып кетіп, кешке шаршап келетіндіктен үй шаруасына көп араласпайтын. Бірақ үйдің қай жерінде не дұрыс емес екенін байқауға келгенде, анасынан кем түспейтін еді. Ол шашын асығыс жинап, ас үйге кірді де, дастарханға отырып үлгермей жатып, терезе жақтағы сөренің үстіне саусағын жүргізіп көрді. Саусағының ұшына білінер-білінбес шаң жұққанын көргенде, қабағын көтеріп, Мариямға қарады. Мына шаң өзі біздің үйде сүртіле ме? Деген ащы сөз ас үйдің ішін тіліп өткендей болды. Мариям кеше кешкісін үйді жинағанын, түнде терезе ашық тұрғандықтан шаң қайта қонған шығар деп, ақталғысы келгенмен тағыдан үндемеді. Өйткені ол жауап берсе, сөз қайтаратын болыпсың, деген екінші әңгіме басталатынын 7 жылдың ішінде жақсы түсінген еді. Сара болса, жана піскен тоқаштан алып, үстіне май жағып жеп отырып, телефонын қарады. Ал Айзат апа қызының сөзіне қарсы ештеңе айтпады. Біраздан соң кішкентай аяқтардың дыбысы естіліп, Күнсұлу мен Аружан ұйқылы-ояу ас үйге кірді. Мариям екі қызға да ботқа құйып беріп, Аружанның шашын өріп отырғанда, сыртқы қақпа ашылды.
Таңғы 8-ге жетпеген уақытта Маржан үш ұлын ертіп кіріп келе жатты. Медбике болып істейтін үлкен келін бүгін кезекшілігі ерте басталатынын айтып, балаларын кешке дейін осында қалдыратынын хабарлады. Маржанның өзі де Айзат апа секілді ширақ еді. Үйге кіргеннен бастап бір мезетте балалардың сөмкесін шешіп, телефоннан уақыт қарап, жұмысына асығып жүріп, енесінің жағдайын сұрап үлгерді. Қолындағы кішкентай дорбаны Айзат апаға ұсынып, дәріханадан тізесіне жағатын май алып келгенін айтқанда, Айзат апаның қабағы бірден жазылып, үлкен келініне разы болып қалды. Маржан осындайда енесінің көңілін табуды білетін. Ол кетер алдында ас үйге көз жүгіртіп, Мариямның пештен екінші таба тоқаш шығарып жатқанын көрсе де, соған назар аудармастан, үш баласының түске дейін қарны ашып қалатынын ескертіп, тамақтарын уақытында берерсің, дегендей асығыс айтып шығып кетті. Бір сәттің ішінде үйдегі екі бала 5 балаға айналды. Үшеуі ас үйден шыға сала ойыншықтарды төгіп, біреуі теледидарды қосты. Екіншісі аулаға жүгірді. Кішісі жаңа ғана Мариям сүртіп кеткен еденге тоқаштың үгіндісін шашып алды. Айзат апаның көзі сол үгіндіге түскенде қабағы қайта түйілді. Мариям болса бір жағынан ыдыс жинап, бір жағынан балаларға киім кигізіп, аулаға шыққандарын бақылап, кір жуғыш машинадан шыққан киімді легенге салып жүрген. Сағат 9 болғанда Сара жұмысқа кетіп қалды. Ардақта асығыс таңғы асын ішіп, жұмысына аттанды. Үйде Мұратбек ата, Айзат апа, Мариям және 5 бала қалды. Түске дейін үйдің берекесі бірнеше рет кіріп, бірнеше рет шыққандай болды. Мариям аулаға кір жайып тұрған кезде, балалар бөлмеде жастықпен атысып, жинаулы көрпелерді құлатып алды. Ол ішке кіріп бәрін қайта жинады. Ас үйге барғанда, кішкентай ол шырынды төгіп жіберген екен. Оны сүртті. Аружан мен Күнсұлу қуыршаққа таласып қалды. Екеуін татуластырды. Сағат 11:30-да түскі асқа ет турап, қазанға салды. Балалардың қарны оған дейін ашып кетпесін деп, таңғы тоқашты алдына қойды. Осы жұмыстардың бәрін істеп жүргенмен, Мариямның бір ерекшелігі бар еді. Ол ешқашан жүгіріп жүрмейтін. Қолындағы бір істі аяқтап, барып келесіне көшетін. Ал Айзат апа дәл осы мінезді көрген сайын іштей тітіркенетін. Өзі жас кезінде 3 баланы өсіріп отырып, үйдің де, даланың да жұмысын қатар алып жүрген әйел еді. Сондықтан келінінің әр қимылын өз жастығымен салыстыратын. Түс ауа Айзат апа бөлмеден шығып келе жатып, дәліздегі ойыншықтарды көріп тоқтап қалды. Бір бұрышта балалардың шұлығы, екінші жерде машина, қуыршақ, доп шашылып жатты. Мариям сол сәтте ас үйде 5 балаға тамақ қиып жатқан. Бірақ Айзат апа оның қазан басында тұрғанын емес, алдындағы шашылған үйді ғана көрді. Ашуы бірден көтеріліп, даусын қатайтып, "Былжырап жүресің, бірсің өнбейді. Таңнан кешке дейін не бітіретінді түсінбеймін. Қашан үйренесің осы?" деп ауыр сөздерін бірінен соң бірін жаудырды. Мариямның қолындағы ожауы бір сәтке тоқтап қалды. Көзінің алды жасаурағанмен, балалар қарап отырғандықтан басын төмен түсіріп, тамақты құя берді. Айзат апа айтып бөлмесіне кіріп кеткенде ғана, Мариям ас үйдің терезесіне қарап, біраз үнсіз тұрды. Оның көңілін ауыртқаны едендегі ойыншық та, енесінің ұрысқанында емес еді. Таңғы 6-дан бері 1 минут отырмаған адамның "не бітірдің" деген сөзді тағы есту еді. Бірақ ол әдетінше ішінен ғана "Аллаға тапсырдым" деп. Көзінің жасын жеңімен сүртіп алды да, балалардың алдына тамақтарын қойды. Кешке қарай Маржан мен Мырзахан жұмыстан бірге келді. Балаларын алып кетуге келгенмен, дәл кешкі ас дайын тұрғандықтан дастарханға жайғасты. Сара да жұмыстан оралды. Ардақ та келді. Бір сәтте қара шаңырақтың үлкен дастарханына 10 шақты адам жиналып, Мариям күні бойы дайындаған тамақтан бәрі үнсіз жеп отырды. Маржан сорпаның дәмін мақтап қойды. Бірақ оны кімнің таңнан бері 5 баламен алысып жүріп жасағанын ешкім сөз етпеді. Тамақтан кейін Маржан 3 баласын ертіп үйіне қайтты. Сара телефонын алып бөлмесіне кірді. Ер адамдар да өз шаруасымен кетті. Үстелде тау болып үйілген ыдыстың алдында тағы да Мариям жалғыз қалды. Сол кезде ас үйге су ішуге кірген Аружан анасының арқасынан үнсіз құшақтады. Мариям қызын маңдайынан сүйіп,
төсегіне жіберді де ыдыстарды жуа бастады. Түнгі 11-ге жақындағанда ғана соңғы кесені орнына қойып, асүйдің жарығын сөндірмек болғанда, аула жақтан Айзат апа мен Сараның дауысы естілді. Мариям әдейі тыңдаған жоқ. Бірақ ақ ашық терезеден айтылған сөз анық жетті. Айзат апа қызына Мариямның 7 жылда әлі үй шаруасына үйренбегенін, қолының баяулығын, күні бойы үй шашылып жататынын айтып шағынып отыр еді. Сара анасының сөзін қоштап, Ардақтың өзі қаттырақ айтпаса, Мариям ешқашан өзгермейтінін айтты. Мариям жарықты өшірместен ас үйдің ортасында үнсіз тұрып қалды. Бүгін таңға 6-дан бері тоқаш пісірген қолдары, 5 баланың киімін жуып жайған саусақтары, 2 рет тамақ жасаған, сансыз ыдыс жуған қолдары дәл сол сәтте өзіне бөтен адамның қолындай ауыр сезілді. Ол ешкімге көрінбей, көзінің жасын сүртіп бөлмесіне кірді. Бірақ сол түні Мариям ғана емес, оның жанында жатқан Ардақ та ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Өйткені анасы мен әпкесінің ауладағы әңгімесінің соңғы сөздерін ол да естіп қалған еді. Ал ертеңгі күні сол сөздердің әсерімен айтылатын бір ауыз ашулы сөз бұл шаңырақтағы 7 жыл бойы жиналған үнсіздікті бұрын соңды болмаған үлкен оқиғаға қарай жетелеп бара жатқанын ол кезде ешкім білген жоқ. Келесі таң Мариям үшін кешегіден еш айырмашылығы жоқтай басталғанымен, түнде естіген сөздер оның көңілінің бір түкпірінде ауыр тас болып жатып қалған еді. Ол тағы да бәрінен бұрын оянды. Ас үйге кіріп қамыр иледі, шай қойды. Кешеден қалған балалардың киімдерін сұрыптап, бір бөлігін машинаға салды. Бірақ бүгін қолы бұрынғыдан да баяу қимылдайтын секілді көрінді. Өйткені әр жасаған ісінің арасында 7 жылда үйренбеді. Ардақ қаттырақ айтпаса өзгермейді деген сөздер есіне қайта-қайта түсіп, өз үйіндей болып кеткен осы шаңырақта шын мәнінде бір адам оның еңбегін байқап жүрме деген ой жанын қажай берді. Ардақ та таңғы асқа келгенде әдеттегіден тұйық отырды. Ол кешегі әңгіменің соңын естігеннен бері анасының айтқаны рас па, әлде әйеліне әділетсіздік жасалып жүрме деген екі ойдың арасында қалғанмен, Мариямнан ештеңе сұрамады. 7 жылдық отбасылық өмірінде ол әйелінің анасына қарсы бір рет дауыс көтермегенін, әпкесі Сара тиісіп сөйлегенде де үндемей қалғанын жақсы білетін. Бірақ осы сабырдың ар жағында қанша өкпе жатқанын түсінуге ешқашан тырысып көрмеген еді. Таңғы астан кейін Ардақ жұмысқа кетіп, Сара да асығыс жинала бастады. Мариям оның киіміне үтік басып берген еді. Сара дайын көйлекті киіп тұрып, айна алдында шашын түзеді де, ас үйдегі кесесін үстелге қалдырып, Күнсұлуды анасына тапсырып шығып кетті. Айзат апа қызының артынан «Жұмысыңа кешіп пе?» деп жылы сөйлеп шығарып салды. Мариям сол көрініске үнсіз қарап тұрды. Сараның таңғы шай ішкен кесесін жуып, төсегін жинап, қызын күні бойы қарау өзінің міндетіне айналғанын бұл үйде ешкім ерекше нәрсе деп санамайтын. Сағат 9-дар шамасында Маржан телефон шалып, бүгінде жұмыста кезекшілігі барын, 3 жолын әкелетінін айтты. Көп ұзамай қақпа ашылып, 3 бала жүгіріп кірді. Маржан бүгінде асығыс еді. Ол Айзат апаның тізесін сұрап, кеше әкелген майын жағып жүрген-жүрмегенін біліп алды да, Мариямға балалардың біреуінің тамағы сәл ауырып жүргенін, салқын су бермеуін ескертіп, жұмысқа кетті. Үй тағы да балалардың даусына толды. Күнсұлу мен Аружан 3 ұлға қосылып, біресе аулада, біресе бөлмеде ойнап, таңертең ғана жиналған үйдің қалпын жарты сағаттың ішінде өзгертіп жіберді. Мариям олардың артынан бірден жинауға тырыспады. Өйткені дәл сол уақытта түскі асқа ет асып, қамыр жайып жатқан еді. Айзат апа ас үйге кірген сайын оның қолына қарап, бір кезде шыдамы таусылғандай, «Қамырды да сонша уақыт жая ма адам? Мен сенің жасында бір қазан ет піскенше 2 бөлмені жуып, кірді жайып үлгеретмін», деп тағы бастады. Мариям енесіне қарап бір сәт үнсіз қалды да, қайтадан қамырына үңілді. Ол өзінің Айзат апа секілді бола алмайтынын әлдеқашан түсінген. Айзат апа жастайынан тіршілікпен алысып өскен. Қолына алғанын тез бітіруге үйренген әйел болса, Мариям кішкентайынан асықпайтын, бір нәрсені мұқият жасап үйренген еді. Бірақ оның осы мінезі жалқаулықта, салақтықта емес болатын. Дегенмен мұны 7 жыл бойы түсіндіре алмаған соң, енді түсіндіруге де тырыспайтын.
Түс мезгілінде балалар дастарханға жиналды. Мариям әрқайсысына тамақ қиып, кішісінің етін ұсақтап беріп, біреуіне су, екіншісіне нан жеткізіп жүргенде, өзінің тамағы суып қалды. Айзат апа немерелеріне қарап отырып, Күнсұлудың алдына табақтағы ең жұмсақ етті салды. Аружан да әжесіне үміттене қарап отырған. Бірақ Айзат апа оны байқамағандай болды. Біраздан соң балалар қайта ойнауға тарағанда, Күнсұлу жаңа қуыршағын алып шықты. Аружан соны ұстап көргісі келіп сұраған еді. Күнсұлу бергісі келмеді. Екеуі біраз тарқыласып, қуыршақ жерге түсіп кетті. Оның кішкентай әшекейі сынып қалғанын көрген Күнсұлу бірден жылап жіберді. Айзат апа дауысты естіп бөлмеден шыққанда, не болғанын сұрап үлгерместен, жылап тұрған Күнсұлуды бауырына басып, Аружанға зекіп тастады. Неге тиесім оның затына? Өзімнің ойыншығым жоқ па? Деген сөзді естіген Аружан қорыққаннан үндемей қалды. Мариям ас үйден шығып, екі баладан да болған жағдайды сұрамақ болғанда, Айзат апа оған да ашуланып, балаңа қарамайсың ба? Үйді шашып жүрген азда енді. Күнсұлудың затын сындырады, деді. Мариям Аружанның қолынан ұстап, бөлмесіне алып кірді. Қыздың көзінен жас үнсіз ағып тұр еді. Мариям оның алдына отырып, бетін сүртіп, ештеңе айтпай құшақтады. Сол кезде Аружан анасының құлағына сыбырлап қана: «Мама, әжем Күнсұлуды менен көбірек жақсы көре ме?» деп сұрады. Осы бір баланың аңғал сұрағы Мариямның жүрегіне енесінің барлық ауыр сөзінен де қатты батты. Өзіне айтылғанды көтеруге болатын, бірақ қызының да осы үйде өзін артық сезіне бастағанын ол алғаш рет анық аңғарды. Мариям жауап беруге асықпады. Қызын бауырына қысып, әжесінің бәрін жақсы көретінін айтып жұбатты. Алайда өзінің даусы дірілдеп кеткенін сезді. Кешке дейін сол сұрақ ойынан шықпады. Балалар тағы ойнады, тағы шашты. Мариям тағы жинады. Түстен қалған ыдысты жуып болғанша кешкі ас қамына кірісті. Бүгін адам көп болғандықтан түскі тамақтан ештеңе қалмаған еді. Сондықтан екінші рет қазан көтерді. Сағат 6-дан асқанда Сара жұмыстан келді. Соңғы күндері оның бұрынғыдай шаршап кіріп, бірден киімін ауыстырып жата кетпей, айна алдында ұзақ тұратын әдет пайда болған. Бүгінде бөлмесіне кіріп, жұмыс киімін шешіп, әдемі көйлек киіп, шашын тарап, бетіне жеңіл бояу жағып шықты. Мариям ас үйден оны көріп таңырқап қалды. Соңғы апталарда Сараның жүзінде бұрын болмаған бір жылылық пайда болған байқап жүрген. «Саражан, соңғы кезде гүлденіп жүрсің ғой, біреу пайда болды ма?» деп әзіл аралас жылы сұраған еді. Сараның қабағы бірден өзгеріп, «Ой, сенің шаруаң не?» деп қысқа қайырды да, сөмкесін алып үйден шығып кетті. Мариям ештеңе демеді. Оның артынан есі жабылғанда, Айзат апа да қызының қайда бара жатқанын сұрамады. Тек терезеден сыртқа қарап, біраз отырды. Шамасы Сараның өмірінде бір өзгеріс барын ана жүрегі де сезетін сияқты. Кешкі жетілерде Маржан мен Мырзахан балаларын алуға келді. Әдеттегідей дәл дастархан жайылған кез еді. Үшеуі балалармен бірге отырып тамақ ішті. Маржан сорпаны ішіп отырып, жұмысындағы бір әріптес туралы ұзақ әңгіме айтып, арасында Мариямның дастарханға тұзды кеш қойғанда әзілге айналдырып үлгерді. Айзат апа оған күліп отырды. Мариям үндемей шай құйды. Бірақ бүгін оның бойында бұрын болмаған шаршау бар еді. Кек денесі емес, көңілі шаршаған. Түнге қарай қонақтар тарап, балалар ұйықтағанда, Мариям аулаға кір жинауға шықты. Ардақ жұмыстан кеш келіп, тамағын ішкен соң, әйелінің артынан аулаға шықты. Мариям жіптегі киімдерді үнсіз жинап тұрған. Ардақ біраз уақыт оған қарап тұрды да, анасының соңғы кездері оның жұмысына жиі наразы екенін сөз етті. Мариям алғашында жауап бермеді. Бірақ Ардақ, «Кішкене жылдамырақ қимылдасаң болмай ма? Анам да бекер айтып жүрген жоқ шығар», дегенде, оның қолындағы балалардың жейдесі жерге түсіп кетті. Мариям еңкейіп оны алды да, күйеуіне қарамай ғана таңғы 6-дан бері 1 минут бос отырмағанын айтты. Даусында ашу болған жоқ, тек қажу бар еді. Ардақты ары қарай ештеңе айтпады. Бірақ анасы мен әпкесінің кешегі сөздері санасына кіріп алғандықтан, әйелінің үнсіздігін бұрынғыдай сабыр емес, өзіне айтылған сөзді қабылдағысы келмеу деп түсіне бастаған еді. Келесі күндерде осы ұсақ реніштер бірінің үстіне бірі жинала берді.
Бір күні Маржан балаларына келді. Келесі күні Сара Күнсұлуды қалдырды. Одан кейін үйге аяқ астынан қонақ келіп, Мариям кешке дейін ас үйден шықпады. Айзат апа болса, қай жерден кемшілік көрсе, сол жерден сөз айтып жүрді. Бірде кіркеш жайылды. Бірде аула уақытында сыпырылмады. Бірде балалардың ойыншығы жиналмады. Мариям бұрынғыдай бәрін үнсіз қабылдай берді. Бірақ соңғы уақытта оның жүзіндегі күлкі азайып, кешке бөлмесіне кіргенде Аружанды бауырына басып ұзақ жататын болғанын Ардақ байқап жүрді. Алайда бұл өзгерістің мәніне терең үңілуге оның да уақыты болмады. Бірнеше күннен кейін таңертең Мариямның басы айналып әлсіз оянды. Соған қарамастан ас үйге шығып шайын қойды. Өйткені үйде біреу ауырса да, таңғы тірлік тоқтамайтын. Дәл сол күні Маржан үш баласын тағы келетін хабарлады. Сара Күнсұлуды қалдырып жұмысқа кетті. Ал Айзат апаның тізесі түнімен ауырып шыққандықтан, оның да көңіл күйі болмай тұр еді. Түске қарай үй тағы да астан-кестен болды. Мариямның басы ауырып, денесі қалтырап тұрса да, балаларға тамақ жасап жүрді. Бір кезде кішкентай ол үстелдегі айранды төгіп жіберді. Аружан мен Күнсұлу ойыншыққа таласты. Кір жуғыш машина тоқтап қалды. Қазанның астындағы су тасып кетті. Мариям қайсына бірінші барарын білмей, бір сәт ас үйдің ортасында тұрып қалды. Дәл сол кезде бөлмесінен шыққан Айзат апа шашылған дәлізді көрді. Оның да аяғы ауырып, ашуы ішіне сыймай жүрген еді. Ол Мариямның әлсіз жүзін байқамады. Тек үйдің шашылғанын көріп, бұрынғы сөздерін тағы бастады. 7 жыл болды, Мариям. 7 жыл. Бір үйдің тірлігін әлі ере алмадың. Былжырап жүресің. Бір ісің өнбейді. Сенен басқа келін болса, осы үйді жарқыратып ұстап отырар еді. Деген ауыр сөздер бірінен соң бір айтылды. Мариям бұл жолы да қарсы жауап бермеді. Бірақ көзіне жас толып, ас үйдегі орындыққа сүйене қалды. Айзат апа оның үнсіздігін көрген сайын, одан сайын ашуланып: «Айтқан сөзден нәтиже қашан шығады?» деп даусын көтерді. Сол сәтте сыртқы есік ашылып, жұмыстан бір затын алуға аяқ астынан неге қайтып келген Ардақ кірді. Ол табалдырықтан аттай бере анасының ашулы даусын, шашылған үйді, жылауға шақтырған әйелін көрді. Бірнеше күн бойы құлағына құйылған сөздер мен іште жиналған түсініксіз ашу дәл сол мезетте бір жерден жарылып шыққандай болды. Айзат апа ұлына қарап: «Міне, әйеліңнің күні осы, айтқанымды тыңдамайды», деп тағы бір сөз қосты. Ардақ Мариямнан не болғанын сұрады. Мариям басының ауырып тұрғанын, балалармен үлгере алмай қалғанын ғана айтты. Бірақ Ардақ оны ақталу деп қабылдады. Даусы қатайды. Мариям алғаш рет күйеуіне тік қарап, өзінің де адам екенін, шашайтынын, бұл үйдегі барлық адамның артынан жалғыз өзі жинап жүргенін бәсен дауыспен айтты. 7 жылда алғаш рет оның сөзінде ішке жиналған өкірпенің табы сезілді. Сол бір сәтте Ардақ өзін тежей алмай қалды. Ашумен қол көтеріп жібергенде, Мариям кейін шегініп, тепе-теңдігін жоғалтып, ас үйдегі қатты жиһаздың қырына соғылып барып еденге құлады. Үй ішіндегі айқай бір мезетте сап тыйылды. Айзат апаның жүзіндегі ашу әп сәтте жоғалып, орнын қорқыныш басты. Ардақтың өзі де не істегенін сол секундта ғана түсінгендей, қимылсыз қатып қалды. Еденде жатқан Мариям бірден орнынан тұра алмады. Аружан анасына қарай жүгіріп, жылап жібергенде ғана бәрі қозғала бастады. Мұратбек ата жедел жәрдем шақыруды бұйырды. Ардақ әйелін көтермек болғанда, Мариям ауырсынғаннан бүктетіліп қалды. Аз уақыттан кейін аулаға жедел жәрдем көлігі кіріп, дәрігерлер Мариямды зембілге жатқызды. Аружан есік алдында өксіп тұрды. Ал Айзат апа немересін құшақтайын дегенде, қыз алғаш рет әжесінің қолынан сытылып шығып, анасының артынан жүгірмек болды. Жедел жәрдем көлігінің есігі жабылып, Ардақ әйелінің қасына отырып ауруханаға кеткен соң, қара шаңырақтың іші бұрын соңды болмаған тыныштыққа көмілді. Аш үй үстелінде балалардың жартылай ішілген айраны, пештің үстінде піскен тамақ, легенде жуылмаған кір, дәлізде шашылған ойыншықтар сол күй жатты. Айзат апа аш үйдің ортасында тұрып, айналасына қарады. Бірнеше минут бұрын ғана осы көріністің бәріне Мариямды кінәлап тұрған әйел енді ешқайсысына қол тигізе алмады.
Ал ауруханада тексерістен өткен Мариямды дәрігерлер бірден үйіне жібермеді. Құлаған кезде алған жарақаты мен жалпы жағдайына байланысты бақылауда қалдыру қажет болып, оның кем дегенде бірнеше күн ауруханада жататыны белгілі болды. Кейін бұл мерзім тұтас бір аптаға созылмақ еді. Бірақ қара шаңырақта қалған адамдар сол бір аптаның өздеріне 7 жыл бойы байқамаған қанша шындықты көрсететінін әлі білмейтін. Мариям ауруханада жатқан алғашқы таң қара шаңырақта бұрынғыдан мүлде басқаша басталды. Әдетте таңғы 6-ға жетпей ас үйден ыдыстың сыңғыры естіліп, пештен тоқаштың иісі шығып, 7-ге қарай дастарқан дайын тұратын үйде бүгін ешкім ерте оянбады. Айзат апа тізесінің ауырғанына қарамастан, сағат 7-ден асқанда орнынан тұрып, ас үйге кіргенде кешеден қалған ыдыстардың жуылмай тұрғанын, үстел үстіндегі нан қиқымдарын, легенде үйіліп қалған кірді көріп қабағын түйді. Бір сәт әдетімен Мариямды шақыра жаздап барып тоқтады. Кешегі көрініс көз алдына қайта келгенде жүрегі шым ете қалды. Ардақ түнімен ауруханада болып, таңға жуық үйге келген еді. Дәрігерлер Мариямның жарақатына байланысты бірнеше күн бақылауда болатынын айтқан. Ардақ анасына көп сөйлемеді. Жүзінен ұйқысыздық пен өкініш анық байқалып тұрды. Айзат апа баласына қалай екен деп сұрағанда ғана оның жағдайы тұрақты екенін айтты да, бөлмесіне кіріп кетті. Сарада жұмысқа асығып жүріп таңға деді. Дастарқан дайын болмағанын көргенде, өзі жұмыртқа қууға кірісті. Бірақ Күнсұлу киімін таба алмай шақырып, артынша шашын өріп беруін сұрағанда, Сараның өзі де абдырап қалды. Бұрын мұның бәрін Мариям үндемей істеп қоятын. Түске таман Маржан 3 ұлын әдеттегідей әкелгенде, Айзат апа алғаш рет балаларды қалдырмауын сұрады. Маржан таңырқап қалды. 7 жылдан бері жұмысқа барарда балаларын осы үйге әкеліп үйренген ол, Мариямның ауруханада жатқанын естігенде бірден жағдайын сұрады. Бірақ болған оқиғаның шын себебін әлі білмейтін. Айзат апа құлап қалды деп қысқа ғана жауап берді. Ардақтың қол көтергенін айтуға аузы бармады. Күн өткен сайын Мариямның жоқтығы анық сезіле бастады. Бірінші күні Сара кешкі ас жасады. Екінші күні Айзат апа өзі қазан көтеруге тырысты, бірақ ұзақ уақыт тік тұра алмай тізесі қақсап кетті. Үшінші күні кір жиналып, балалардың киімі араласып, тоңазытқыштағы дайын тамақ таусылды. Мұратбек ата осының бәрін үнсіз бақылап жүрді. Бір күні кешке Айзат апа шаршап орындыққа отырған кезде, ол әйеліне қарап, «Мариям осының бәрін күнде жалғыз істеп жүрді ғой», деген бір ауыз сөз айтты. Айзат апа жауап бермеді. Сол сөз оның жүрегіне қадалып қалғандай болды. Мариямның қимылы баяу болатын рас, бірақ оның қолы бір күн тоқтағанда, үйдің тірлігі де тоқтап қалғанда еді. Аурухананың 4-ші күні Ардақ әйеліне барды. Мариям төсекте үнсіз жатыр екен. Жүзіндегі көгерген із біршама басылғанмен, жанарындағы бұрынғы жылылық жоғалған. Ардақ төсектің жанына отырып кешірім сұрамақ болғанда, Мариям оған ұзақ қарады да, «Аружан қалай?» деп қана сұрады. Ардақтың жүрегі сол сәтте одан сайын ауырды. Әйелі өзін кінәлап айқайласа, бәлкім жеңілірек болар ма еді. Ал оның осылай үнсіз қалғаны әлдеқайда ауыр еді. Ардақ жасаған ісіне ешқандай ақтау жоқ екенін енді анық түсініп отырды. Мариямның ауруханада жатқанын естіген, оның төркіні де хабар алды. 6-шы күні Мариямның ағасы мен жеңгесі арнайы келіп, жағдайын көрді. Жарақаттың қалай болғанын Мариям ашып айтқысы келмегенмен, ағасы бәрін шамалап түсінді. Ол қарындасын ауруханадан шыққан күні бірден төркініне алып кететінін кесіп айтты. Мариям қарсыласқан жоқ. Дәл осы хабар кешке Ардаққа жеткенде, оның өңі өзгеріп кетті. 7 жыл бойы Мариям бұл үйден бір рет жүгін жинап көрмеген. Қанша сөз естісе де төркініне шағымданбаған еді. Ал енді алғаш рет оның қайтып келмеуі мүмкін болатын. 7-ші күні таңертең Айзат апа өзі ауруханаға баруға шешім қабылдады. Қолына жеміс пен үйден дайындаған аз ғана тамағын алып, тізесін әрең басып палатаға кіргенде, Мариям терезе жақта отыр екен. Енесін көргенде орнынан тұруға ыңғайланған еді. Айзат апа алғаш рет оған, «Отыра бер қызым» деді. Осы 2 ауыз сөз Мариямға да тосын естілді. Айзат апа көп нәрсе айтқысы келді. Бірақ кешірім сұрауға намысы мен ұяты араласып, сөз таба алмады. Біраздан кейін Мариямның заттары жиналып тұрған сөмкеге көзі түсті.
Үйге шығасың ба? Деп сұрағанда, Мариям, жай ғана төркініме біраз уақыт барамын деді. Айзат апаның жүрегі су ете қалды. Сол сәтте ол, 7 жыл бойы бір рет кетемін демеген келінінің бұл жолы шынымен қара шаңыраққа қайтқысы келмей отырғанын түсінді. Ең қорқыныштысы, оны бұл шешім үшін кінәлай да алмайтын еді. Мариям ауруханадан шыққан күні Ардақ оны өз алып кетуге барғанымен, аурухана алдында Мариямның ағасы көлігімен күтіп тұр екен. Ардақ әйелінің шағын сөмкесін көтермек болғанда, ағасы үндемей өз алды. Мариям да күйеуіне бұрынғыдай жақындамады. Тек Аружанды сағынғанын айтып, қызын төркініне әкеліп беруін өтінді. Ардақ әйелінің дәл қазір қара шаңыраққа қайтпайтынын түсініп, қарсыласуға дәті бармады. Кешке Аружанды анасына апарып тастағанда, кішкентай қыз Мариямды көре сала құшақтап ұзақ жылады. Сол көріністі сырттан бақылап тұрған Ардақ, алғаш рет өзінің бір сәттік ашуы әйелінің ғана емес, кішкентай қызының да жүрегіне жара салғанын сезінді. Қара шаңыраққа жалғыз қайтқан Ардақ сол түні ешкіммен сөйлеспеді. Айзат апа келінінің келмегенін естігенде үнсіз қалды. Бұрын болса, келін деген күйеуінің үйінде отыруы керек деп сөз бастайтын әйел, бұл жолы ондай сөз айтуға батпады. Оның үстіне Мариям жоқ үйдің тірлігі күн өткен сайын ауырлап бара жатты. Сара жұмысынан келіп тамақ жасауға шаршайтын. Айзат апаның аяғы ұзақ тұруға келмейтін. Ал Маржан 3 баласын бұрынғыдай тастай алмай қалғандықтан сирек келетін болды. Бір кеште Сара жұмыстан шаршап келіп, ас үйдегі жуылмаған ыдыстарды көргенде, осының бәрін Мариям қалай істеп жүрген? Деп байқамай айтып қалды. Айзат апа қызына жалт қарады. Осы сұрақты соңғы күндері өзі де ішінен бірнеше рет қайталаған еді. Мариямның баяулығын ғана көріп, істеген жұмысының көлемін ешқашан есептемегенін енді түсіне бастағандай болды. Алайда Мариям төркінінде тыныш жатқанмен, оның көңілі де орнына түспеді. Ағасы мен жеңгесі қайтып бармауын айтып, Ардақтың қол көтергенін кешіруге болмайтынын ескертті. Мариям ешкіммен дауласпады. 7 жыл ішінде естіген сөздері Айзат апаның Күнсұлуды бауырына басып, Аружанды шетке ысыратын кездері, Сараның ащы сөздері, Маржанның балаларын қалдырып кетіп, кешке өзі дайындаған тамақты ішіп кететін күндері бірінен соң бірі есіне түсті. Ең ауыры, сол жылдар бойы жанында болған күйеуінің бір күні өзін қорғаудың орнына қол көтерген еді. Ардақ күн сайын телефон соқты. Мариям кейде көтермеді. Көтерген күннің өзінде тек Аружан туралы сөйлесті. Бірнеше күннен кейін Ардақ төркініне өзі келді. Бұл жолы ол ақталмады. Анасын да, ашуын да сылтау етпеді. Жасаған ісінің қате екенін мойындап, Мариям қайтып келмесе де шешімін құрметтейтінін, бірақ енді ешқашан оған қол көтермейтінін айтты. Мариям бірден кешірген жоқ. Оның сенімі бір ауыз кешіріммен қалпына келмейтіндей қатты шайқалған еді. Сол кезде Аружан сырттан жүгіріп кіріп, әкесін көргенде қуанып құшақтады. Мариям қызының жүзіндегі сағынышты көріп, тағы да үнсіз қалды. Ол қара шаңыраққа сол күні қайтпады. Тағы бірнеше күн төркінінде болды. Осы аралықта үйде күтпеген тағы бір өзгеріс басталған еді. Сара соңғы кездері жұмыстан кейін бірден үйге қайтпайтын болды. Бір күні кешке ол жұмыстан келіп, душ қабылдап, бұрын сирек киетін ашық түсті көйлегін киіп, шашын сәндеп, жеңіл ғана боянып шықты. Айзат апа қызының соңғы уақытта құлпырып жүргенін енді анық байқады. Сара жасырғанмен, телефонына хабарлама келген сайын, жүзінде еріксіз күлкі пайда болатын. Мариям үйде жүрген кезде мұны бірінші болып байқап, әзілдеп сұраған еді. Бірақ Сара оны орнына қойып тастаған. Енді сол құпияны Айзат апаның өзі білгісі келді. Бір кеште Сара тағы жиналып жатқанда, анасы қайда баратын сұрады. Сара алғашында құрбыларымен кездесетінін айтып күтілмақ болғанымен, Айзат апа қоймаған соң, ақыры Нұрлан есімді жігітпен танысып жүргенін мойындады. Нұрлан мектепте математика пәнінен сабақ беретін, сабырлы, көп сөйлемейтін, бұрын үйленбеген азамат екен. Ең таңғаларлығы, ол Сараның бұрын тұрмыста болғанын да, Күнсұлуы бар екенін де білетін. Және соған қарамастан, қарым-қатынасына шынайы қарайтын болып шықты. Мұны естіген Айзат апаның қуанышында шек болмады. Бір қызымен ажырасып келген Сараның болашағына іштей алаңдап жүрген ана үшін
Нұрлан күтпеген мүмкіндік секілді көрінді. Содан бастап, ол қызына жігіттен айырылып қалмауды қайта-қайта ескертетін болды. Ал бір күні, Нұрлан Сараны үйіне жеткізіп салғанда, Айзат апа оны алғаш рет көрді. Жігіттің байсалды сөйлегені, Күнсұлумен жылы амандасқаны оған бірден ұнады. Көп ұзамай Нұрланның ниетінің шынымен салмақты екені белгілі болды. Бірақ Сара білмейтін бір нәрсе бар еді. Нұрлан жалғыз ұл болатын. Және үйленгеннен кейін анасы Бәтима апамен бір шаңырақта тұруы керек еді. Бәтима апа болса, ұлын кеш үйлендірген. Үйдің әр затының өз орында тұрғанын қалайтын. Келіннің жүріс-тұрысына дейін назар аударатын, өте талапшыл әйел болатын. Сара бұл туралы алғаш естігенде аса мән бермеді. Өйткені өзі де осы уақытқа дейін келіннің үй шаруасын дұрыс атқармауын түсіне алмайтын әйелдердің бірі еді. Ол сол кезде Бәтима апамен тіл табысу өзіне қиын болмайтынына кәміл сенді. Ал Айзат апа қызының екінші рет бақытын табатынына қуанып жүріп, тағдырдың Сараға дәл өзі Мариямға жылдар бойы көрсеткен талаптың басқа бір бейнесін дайындап қойғанын әлі сезген жоқ. Мариям төркінінде 2 аптаға жуық болғанда ғана қара шаңыраққа қайту туралы нақты шешімге келді. Оны ешкім күштеген жоқ. Ағасы қайта баруына әлі де қарсы еді. Бірақ Мариям бұл жолы бұрынғыдай бәрін үнсіз көтеру үшін емес, өзінің отбасын бір рет сақтап көру үшін қайтатынын айтты. Ардақта оны алып кетуге келгенде бұрынғыдай анамды ренжітпе деген сөз айтпады. Керісінше, әйелінің алдында жауапкершілігін түсінгенін, үйдегі жағдайға енді сырттай қарап тұрмайтынын жеткізді. Мариям оның сөзіне бірден сеніп кеткен жоқ, бірақ Аружанның әкесін сағынғанын, өзінде де 7 жыл тұрған үйін бір күнде бөтен ете алмайтынын түсініп, қайтуға келісті. Қақпадан кіргенде Айзат апа ауылда отыр еді. Мариямды көргенде орнынан тұруға ұмтылып, тізесі жібермей қайта отырды. Бұрын келіні төркінінен келсе, шаруаның жайын сұрайтын әйел, бұл жолы оның жүзіне ұзақ қарап, денің түзелді ме деп қана сұрады. Мариям басын изеді. Екеуінің арасында айтылмай қалған сөз көп болғанымен, сол күні ешқайсысы өткенді қозғамады. Бірақ үйге кірген Мариям алғашқы минуттардың өзінде өзінің жоқтығы сезілгенін байқады. Ас үйдегі заттардың орны ауысқан, балалардың киімі араласқан, томастықштағы азық ретсіз жиналған. Аулада бірнеше күндік кір үйіліп қалыпты. Ол әдетінше бірден жеңін түріп іске кіріспек болғанда, Ардақ қолынан ұстап, әлі толық жазылмағанын ескертіп тоқтатты. Мұны сырттай көрген Айзат апа алғаш рет ұлына қарсы шықпады. Керісінше, бүгін ештеңеге тимесін, деді. Мариям бұл сөзді естігенде таңырқап қалды. Алайда Айзат апаның мінезі бір күнде өзгеріп кеткен жоқ еді. Келесі күндері кейде баяғы әдетімен, мына жерді неге әлі жинамадың, деп айтуға оқталып барып өзін тежейтін. Кейде Мариямның баяу қозғалғанын көріп, қабағы түйілетін. Тек енді әр сөзінің артынан ауруханадағы келінінің жүзі елестейтін болғандықтан, бұрынғыдай еркін ұрса алмайтын. Дәл осы уақытта Сараның өміріндегі жаңалық бүкіл отбасының назарын басқа жаққа бұрды. Нұрлан анасымен бірге ресми түрде құда түсуге ниетті екенін айтты. Айзат апа бұл хабарды естігеннен бастап, қызын екінші рет ұзатудың қамына кірісті. Бір күні Нұрлан мен Бәтима апа алғаш рет қара шаңыраққа келді. Бәтима апа 60-тың айналасындағы, киімі тап-таза, шашына бір тал артық шықпайтын. Сөйлегенде даусын көтермесе де, әр сөзінен талап сезілетін әйел екен. Үйге кіргеннен бастап ол айналасына білдіртпей көз жүгіртіп шықты. Дастарқанды сол күні Мариям дайындаған еді. Жаңа піскен бауырсақ, салаттар, ет, шайдың тәттілері түгел қойылды. Бәтима апа дастарқанға риза болғанын айтқанда, Айзат апа бір сәт мақтанышпен Мариямға қарап қойды. Бұрын осындайда оның еңбегін қалыпты міндет деп қабылдайтын әйел, бүгін алғаш рет кіші келінімнің қолы дәмді, деп қонақтардың алдында айтып қалды. Мариям ештеңе демегенімен, осы қарапайым сөздің өзін 7 жыл күткендей жүрегі елжіреп кетті. Әңгіме барысында Нұрлан Күнсұлуды өз қызындай қабылдайтынын ашық айтты. Айзат апаның көңілі тіпті орнына түсті. Ал Бәтима апа Сараға қарап, үйінде тәртіпті жақсы көретінін, өзі қартайған сайын үй тірлігін келініне тапсыратынын әзілге айналдырып жеткізді. Сара да күліп, үй шаруасынан қорықпайтынын айтып отырды.
Мариям шай құйып жүріп, сол сөзді естігенде ғана көзін төмен түсірді. Өйткені осы үйде Сараның бір кесе шайын да кейде өзі жуып жүргенін ол жақсы білетін. Қонақтар кеткеннен кейін Айзат апа қызын оңаша шақырып, Нұрланның жақсы жігіт екенін, мұндай адамды қолдан шығармау керектігін қайта-қайта айтты. Сара да Нұрланды жақсы көретін. Сондықтан көп ұзамай некеге келісімін берді. Сөйтіп, үйде тойдың дайындығы басталды. Сараның киімі, жасауы, туыстарға хабар беру, дастарқан қамы бірінен соң бірі шығып жатты. Ең қызығы, осы шаруаның басым бөлігі тағы да Мариямның мойнына түсті. Ол әлі толық айығып үлгермегеніне қарамастан, Сараның киімдерін реттеп, жасауға салынатын төсек жабдығын жинап, қонақтарға арналған тағамдарды дайындауға көмектесті. Сара болса бұрынғыдай ащы сөйлемесе де, Мариямға ерекше алғыс айтып жүрген жоқ еді. Бірақ Айзат апа бәрін көріп жүрді. Бір күні кешке Мариям жалғыз өзі Сараның жасауын реттеп отырған кезде, Айзат апа есіктің алдында үнсіз тұрып қалды. 7 жыл бойы өзі жамандаған келіні, ауруханадан жаңа шыққанына қарамастан, кезінде оны талай ренжіткен қайнапкесінің тойына барын салып отыр еді. Айзат апаның ішінде тағы бір нәрсе қозғалғандай болды. Той күні де келіп жетті. Сара ақ көйлегін киіп, Күнсұлуды қолынан ұстап, жаңа өміріне аттанғанда, Айзат апа қызын құшақтап ұзақ жылады. Нұрлан екеуі Бәтима апаның үйіне барған алғашқы күндері бәрі жақсы басталды. Бәтима апа келінін жылы қарсы алып, Күнсұлуға да жаман қабақ танытпады. Сара анасына телефон соққан сайын бақытты екенін айтып жүрді. Айзат апа да қызымның бағы ашылды деп көңілі жайланды. Бірақ арада небәрі бірнеше апта өткенде, Сараның қоңыраулары сиреп, сөйлегендегі бұрынғы қуанышы жоғала бастады. Бір күні кешке Айзат апа өзі хабарласқанда, Сараның даусы біртүрлі мұңды шықты. Анасы не болған сұрағанымен, Сара ештеңе деп қысқа қайырды. Телефонды қойғаннан кейін ол ас үйге кіріп, Бәтима апаның алдында үнсіз тұрып қалды. Үстел үстінде өзі жаңа ғана жуып қойған кеселер тұр еді. Бәтима апа сол кеселердің бірін қолына алып, жарыққа тосып қарады да, шетінде қалған кішкентай дақты көрсетіп, келін болған әйелдің ыдысты да дұрыстап жуа білу керектігін салқын дауыспен айтты. Сараның жүрегі шым ете қалды. Өйткені дәл осындай болмашы кемшілікті тауып алып, адамның күні бойы істеген еңбегін жоққа шығаратын сөздерді ол бұрын талай рет өзі Мариямға айтып жүрген еді. Бірақ тағдырдың сол сөздерді енді өзінің алдынан шығарып жатқанын Сара әзірге мойындағысы келмеді. Сараның жаңа шаңырақтағы алғашқы қуанышы біртіндеп күнделікті тіршіліктің ұсақ ескертулеріне араласып жоғала бастады. Бәтима апа даусын көтеріп ұрыспайтын, бірақ Сараның әр қимылын байқап, төсектің бұрышы дұрыс жиналмаса түзетіп, ас үйде бір тамшы су қалса көрсетіп, шайдың қоюлығына дейін ескерту жасайтын. Алғашқыда Сара мұның бәрін үлкен адамның талабы деп қабылдауға тырысты. Өйткені Нұрлан шынымен жақсы күйеу еді. Жұмыстан келгенде Күнсұлудың сабағын сұрап, кейде математикадан есеп шығарып беріп, қызды бөтенсітпейтін. Осындай азаматты ренжіткісі келмеген, Сара енесінің сөздерін ішіне жұтып жүрді. Бірақ бір күні таңертең жұмысқа асығып жүргенде, Күнсұлу сүт құйылған кесесін абайсызда кілемге төгіп алды. Сара қызын жұбатып, кілемді сүртуге кіріскенде, Бәтима апа бөлмеден шығып, балалы әйел үйдегі тәртіпке екі есе мұқият болу керектігін айтып, Күнсұлудың да шашып төгуіне жол бермеуін ескертті. Сөздің өзі қатты айтылмаса да, Сара қызына қатысты ескертуге шыдай алмай қалды. Күнсұлуды құшақтап отырып, оның ойына аяқ астынан Аружан түсті. Бір кездері қара шаңырақта Күнсұлу мен Аружан ойыншыққа таласқанда, анасының Күнсұлуды бауырына басып, Аружанды жазғырып тұрғанын, ал Мариямның қызын үнсіз жетектеп бөлмесіне алып кеткен есіне алды. Сол кезде Мариямның қандай күйде болғанын Сара алғаш рет өз жүрегімен сезгендей еді. Осы уақытта қара шаңырақтағы өмір біртіндеп қалыпқа түсіп келе жатқан. Мариям бұрынғы тірлігіне оралғанмен, ардақ оған ауыр жұмыс істетпеуге тырысатын болды. Таңертең кейде өзі ерте тұрып ауладағы шаруаны істеп кететін, кешке ыдысты жинауға көмектесетін. Айзат апа мұны алғаш көргенде іштей тосырқап қалғанымен,
ештеңе демеді. Ардақтың жасаған ісінен кейін әйеліне деген қарым-қатынасын түзетуге тырысып жүргенін Мұратбек ата да түсінетін. Мариям болса, болған оқиғаны ұмыта қойған жоқ. Күйеуі дауысын сәл көтерсе де, денесі еріксіз жиырылып қалатын кездер болды. Мұны байқаған Ардақ бірден үнін бәсеңдететін. Сенім қайта қалпына келу үшін уақыт керек екенін ол енді түсінген еді. Бір күні Маржан үш ұлын тағы да келіп қалдырмақ болып келді. Бұрынғыдай балаларды кіргізіп жіберіп, өзі жұмысқа асыққан кезде Айзат апа оны тоқтатты. Мариянның әлі толық оңалмағанын айтып, балаларды күн сайын осында қалдыруға болмайтынын ескертті. Маржан енесінің бұл сөзін күтпеген еді. Бұрын қарап жүрді ғой, дегендей реніш білдіргенде Айзат апа алғашледі. Бұрын қарап жүрген екен деп, мойнына бәрін арта беруге болмайды, деп келінін қорғады. Асиде тұрған Мариям бұл сөздерді анық естіді. 7 жылда енесінің өзіне араша түскенін алғаш рет естіп тұрғандықтан, қолындағы кесесін үстелге қойып, біраз үнсіз қалды. Бірақ Маржанның көңіліне бұл сөз ауыр тиді. Ол балаларын алып кеткенімен, сол күннен кейін сыртта жақын таныстарына енесінің өзгеріп кеткенін, кіші келінім сөзін сөйлейтін болғанын айтып, шағына бастады. Әңгіме бір адамнан екіншісіне өтіп, ақыры Айзат апаның көршілеріне де жетті. Әзірге Айзат апа мұны білмейтін. Сараның жағдайы болса, күн сайын күрделене берді. Бәтима апа келіннің таңғасын, тамағын, киімін ғана емес, жұмыстан қай уақытта келгеніне дейін бақылап жүретін болды. Бір кеште Сара жұмыстан шаршап келіп, киімін ауыстырып жатып біраз дем алмақ болғанда, енесі Асиде ыдыс тұрғанын айтып шақырды. Сара шыдамай, жұмыстан енді келгенін айтып еді. Бәтима апа келін болып түскен әйелдің итүрлігін бірінші орынға қою керектігін жеткізді. Сол сәтте Сараның ойына тағы Мариям түсті. Өзі жұмыстан келген сайын дайын тамақты ішіп, кесесін қалдырып бөлмесіне кіріп кететін. Ал Мариям таңғы 6-дан бері жүргеніне қарамастан, кешкі ыдысты тағы өзі жуатын. Сара төсегінің шетінде отырып алғаш рет сол күндерді ұялып еске алды. Бірнеше күннен кейін ол шыдай алмай анасына келді. Айзат апа қызын көргеннен ақ бір нәрсе болғанын сезді. Сара бұрынғыдай әрленіп сырланып емес, жүзі солғын тартып, шашаңқы кірді. Күнсұлу да үнсіз еді. Анасы шай құйып берген соң, Сара Бәтима апаның әр ісіне тиісетінін, үйде еркін жүре алмай қалғанын, тіпті Күнсұлуға айтылған ескертулердің де көбейгенін айтып, көзіне жас алды. Айзат апаның ана жүрегі қызын аяп кеткенімен, екінші жағынан оның тағы ажырасып келгенін қаламады. Нұрланның жақсы азамат екенін білетін. Сондықтан қызының сөзін тыңдап болған соң, Нұрлан сені де, баланды да қабылдады. Жақсы адам. Бір ененнің тілін табуға тырыс. Ашумен тағы шаңырағыңды бұзба, деп ақыл айтты. Сара анасының өзіне араша түспегеніне ренжіп, айтуға оңай ғой мама. Күнде бір істегенімнен мін тауып отырса көрер едің, деп қалды. Айзат апа сол сөзден кейін үнсіз қалды. Өйткені Асидің арғы жағында Мариям қамыр жайып отырған еді. Айзат апаның көзі еріксіз келініне түсті. 7 жыл бойы дәл сол Мариямның әр ісінен өзі мін іздеп келгені бір сәтте есіне түсті. Бірақ Сара ашумен орнынан тұрып үйіне қайтуға жиналып кеткендіктен, Айзат апа бұл ойды тереңдетіп үлгермеді. Қызым қақпаға дейін шығарып салып тұрып, үйіне қайтып, сабыр сақтауды тағы ескертті. Сара кеткеннен кейін Айзат апа ауладағы орындыққа ұзақ отырып қалды. Сол кезде көрші әйелдердің бірі қақпа сыртынан шақырып, біраз әңгімеден кейін абайсызда Маржанның сыртта айтып жүрген сөздерін жеткізді. Маржан енесінің кіші келінге бола өзгеріп кеткенін, өзі қанша көмектесіп жүрсе де қадірін білмейтінін, Айзат апаның мінезімен бірге тұрудың бұрыннан қиын болғанын айтып жүрген екен. Айзат апаның жүзі бірден өзгерді. Кеше ғана пысық, қолы жылдам, деп мақтап жүрген үлкен келіннің сыртынан осылай сөйлегеніне намыстанған ол, сол кеште Маржанға телефон соғып, ертең міндетті түрге үйге келуін талап етті. Маржан не үшін шақырып жатқанын білмеді. Ал Мариям енесінің даусынан ертең бұл үйде тағы бір үлкен әңгіме болатынын сезіп тұрды. Ертеңіне түске таман Маржан үш ұлын ертіп қара шаңыраққа келді. Енесінің не үшін шақырғанын білмегендіктен, әдеттегідей ашық сөйлеп, қолындағы дәрі-дәрмек салынған дорбаны Айзат апаның алдына қойып,
тізесінің жағдайын сұрай бастаған еді. Бірақ Айзат апаның қабағынан бүгінгі әңгіменің басқа екенін бірден аңғарды. Мариям ас үйде түскі ас дайындап жүрді. Мұратбек ата аулада болатын. Айзат апа айналдырмай бірден көршілерден естіген сөзін айтып, өзінің мінезін, үйін, кіші келінге деген қарым-қатынасын сырт адамдарға неге талқылап жүргенін сұрады. Маржан алғашында мойындағысы келмей, әйелдер арасында айтылған әңгіме ғой деп жеңіл қабылдамақ болды. Бірақ Айзат апаның ашуы одан сайын күшейді. Жылдар бойы Маржанды қолы жылдам, пысық деп Мариямнан жоғары қойып келген әйел үшін үлкен келіннің сыртына жамандап жүргенін білу өте ауыр тиді. Маған дәрі әкелгеніңді міндет қома, тіліңді тарт, ай қатын. Менің үйімнің әңгімесін сыртқа таситын болсаң, бұл үйге келіп кетудің де жөнін біл, деп Айзат апа қатты айтты. Маржан да тілі өткір әйел еді, үндемей қалмады. Бұрын осы мінездерінен екеуі бір шаңырақта сыйса алмай, Мырзахан бөлек енші алып кеткенін еске салып, өзінің де кезінде талай сөз естігенін айтып қалды. Үйдің іші бірден ауыр тыныштыққа бөленді. Мариям ас үйден бәрін естіп тұрса да араласпады. Бір кезде Маржан ашумен оның атын қосып, соңғы уақытта бәрінің Мариямды аяп кеткенін айтып еді. Айзат апа күтпеген жерден оны тоқтатты. Мариямның бұл әңгімеге қатысы жоқ екенін, 7 жыл бойы осы үйде қанша сөз естісе де, сыртқа бір ауыз әңгіме шығармағанын айтты. Бұл сөзді естіген Мариямның қолындағы пышағы бір сәтке тоқтап қалды. Айзат апаның өзі де айтып болғаннан кейін ғана сөзінің мәнін сезгендей үнсіз қалды. Расында, Мариямның төркіні осы уақытқа дейін олардың үйіндегі ұрыстың көбін білмейтін. Тіпті ауруханаға түскенде ғана жағдайдың қаншалықты күрделі екенін түсінген еді. Маржан сол күні балаларын алып ренжіп қайтып кетті. Айзат апа ашуы басылған соң бөлмесіне кіріп ұзақ отырды. Бір жағынан үлкен келініне ренжісе, екінші жағынан өзінің де Маржанды жылдар бойы пысық деп мақтап, Мариямды оның жанында кемсітіп келгені есіне түсіп, іші қыжылдады. Кешке қарай Сара телефон соқты. Даусы тағы да көңілсіз еді. Бәтима апамен арадағы жағдай түзелудің орнына қиындап бара жатқанын айтты. Бұл жолы мәселе Күнсұлуға байланысты шыққан екен. Қыз мектептен келген соң сөмкесін дәлізге тастап, бөлермесіне кіріп кеткенде, Бәтима апа қатты ескерту жасап, Сараға баласын тәртіпке үйрету керектігін айтқан. Сара қызына сөз тигеніне шыдай алмай, енесімен сөзге келіп қалыпты. Нұрлан кешке жұмыстан келгенде екі жақты да сабырға шақырғанмен, Сара өзін бұл үйде бөтен сезіне бастаған еді. Айзат апа қызын тыңдап отырып, бұрынғыдай бірден ақыл айта алмады. Телефонды қойғаннан кейін ас үйге кірсе, Мариям Аружанның мектепке дайындайтын киімдерін үтіктеп отыр екен. Айзат апа үнсіз келіп қарсысына отырды. Біраздан кейін өзі күтпеген жерден Аружан туралы сұрады. Мен Күнсұлуға көбірек көңіл бөліп, мына баланың көңіліне тиіп жүрген жоқпын ба? Дегенде Мариямның қолы тоқтады. Ол енесін жамандаған жоқ. Тек Аружанның бір күні, әжем мені жақсы көрмей ме деп сұрағанын жай ғана айтты. Айзат апаның жүрегі шым ете қалды. Сол күні түскі аста Күнсұлуды бауырына басып, Аружанды жазғырған көрініс көз алдына келді. Ең ауыры, қазір Сараның өзі Бәтима апаның Күнсұлуға жасаған әр ескертуіне күйіп жүреді. Айзат апа алғаш рет өзінің келініне ғана емес, кішкентай немересіне де әділетсіздік жасаған болуы мүмкін екенін түсінді. Сол кештен кейін оның Аружанға көзқарасы байқатпай өзгере бастады. Ертеңіне қыз мектептен келгенде бұрынғыдай тек Күнсұлуды сұрамай, Аружанды да қасына шақырып, шашынан сипап, сабағын сұрады. Аружан әжесінің бұл әрекетіне таңырқап, бірден анасына қарады. Мариям ештеңе демей жымиып қойды. Бірақ Айзат апаның тәубесіне толық келуіне әлі ертеді. Бірнеше күннен кейін таңертең аулаға шыққан ол, кір жайылған жіптің жанынан өте бергенде, тізесі аяқ астынан қатты шаншып, аяғы бүгіліп кетті. Қабырғаға жармасуға үлгермей, жерге отыра кеткен Айзат апа қайта тұра алмай қалды. Үйде сол сәтте Мұратбек ата да Ардақ та жоқ болатын. Оның даусын бірінші естіген Мариям жүгіріп шықты. Енесін жерде отырғанын көргенде, өзінің әлі толық жазылмағанына қарамастан, оны сүйемелдеп көтеруге тырысты. Айзат апа ауырсынғаннан аяғын баса алмады. Мариям оны әрең дегенде үйге кіргізіп, төсегіне жатқызып, дәрісін тауып берді де Ардаққа хабарласты. Сол күннен бастап Айзат апаның бірнеше күн бойы еркін жүріп тұруы қиындап қалды.
таңғы шайын төсегіне әкелетін де, дәрісін уақытында беретін де, аяғына май жағып түнде үстін жауып кететін де Мариям болды. Бір түні Айзат апа ауырсынудан оянып кетіп, бөлмесінің есігі ашылғанын көрді. Мариям үнсіз кіріп, енесінің аяғына жылы орамал басып, қайта шықпақ болғанда, Айзат апа оның қолынан ұстап қалды. 7 жыл бойы алғаш рет ол келініне ұрсатын сөз емес, айта алмай жүрген басқа бір сөзді айтқысы келіп еді. Бірақ тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай үнсіз қалды. Мариям ештеңе сұрамастан көрпесін түзеп, жарықты бәсеңдетіп шығып кетті. Айзат апа сол түні ұзақ ұйықтай алмады. Өйткені өзі ауырғанда қасынан табылған әйел, жылдар бойы салақсың, бір ісің өнбейді деп кемістік келген дәл сол Мариям еді. Айзат апаның аяғы бірнеше күн бойы сыр беріп, үй ішінде таяққа сүйеніп әрең жүретін болды. Осы уақыт ішінде Мариям таңғы тірлігін бұрынғыдай ерте бастап, балаларды дайындап, тамағын жасап, кірін жуып жүріп, енесінің дәрісін де уақытынан кешіктірмейтін. Айзат апа төсекте жатқан сайын, үй ішіндегі тірліктің дыбысын бұрынғыдан анық еститін болды. Таңғы 6-дағы шәйнектің үні, кір жуғыш машинаның айналғаны, Аружанның шашын өріп отырған Мариянның бәсен даусы, асүйдегі пышақтың тақтайға тиген дыбысы. Артынан аула сыпырылып, кір жайылып жатқанын сезетін. Бұрын осының бәрі өздерінен болып жатқандай көрінсе, енді әр істің артында Мариянның қолы тұрғанын түсіне бастады. Бір күні Мариям енесінің аяғына май жағып отырғанда, Айзат апа оның білегіндегі ауруханада жатқан кезден қалған әлсіз ізге көзі түсіп, бірден жанарын тайдырып әкетті. Сол жараның пайда болуына өзінің де ауыр сөздері себеп болған ойлаған сайын іші өртенетін. Бірақ келіннің алдына отырып кешірім сұрауға әлде батылы жетпей жүрді. Дәл осы күндері Сараның отбасындағы жағдай тағы шиеленісті. Бір кеште ол Нұрланмен бірге туыстарының үйіне қонаққа баруға дайындалып жатқанда, Бәтима апа Сараның киімін ұнатпай, келін болған әйелдің тым сәнденіп жүруін жақтырмайтынын айтты. Сара алғашында үндемеді. Бірақ артынан Күнсұлудың шашын дұрыс жинамағанына дейін ескерту айтылғанда шыдамы таусылды. Бәтима апа да келіннің қарсы сөйлегенін көтере алмай, екеуінің арасында ауыр сөздер айтылды. Нұрлан жұмыстан келгенде Сара жылап отыр еді. Ол анасын да, әйелін де ренжітпеуге тырысып, екі жақты сабырға шақырды. Бірақ Сара ашумен киімдерін жинай бастады. Сол түні Күнсұлуды ертіп анасының үйіне келді. Айзат апа қызын көргеннен ақ жағдайды түсінді. Сара бұл жолы бұрынғыдай жай шағымданып келген жоқ. Енді қайтпаймын деп кесіп айтты. Бәтима апаның күн сайын әр ісінен мін іздейтінін, қалай отырса да, қалай тұрса да ескерту еститінін айтып жылады. Айзат апаның ана жүрегі қызын бауырына басып жұбатқысы келгенімен, Нұрланның жаман адам емес екенін жақсы білетін. Бір ашумен отбасынды тағы бұзба. Нұрлан сені де, Күнсұлуды да қабылдады. Ертең сабырмен сөйлесіңдер, дегенде Сара ашуланып кетті. Мама, сен менің орнымда бір ай тұрып көрші. Істегеніңнің бәрінен мін тауып, күнде құлағына сөз құйып отырса қалай шыдар едің? Деді ол көзіне жас алып. Асүйде шай дайындап жүрген Мариямның қолы сол сәтте тоқтап қалды. Айзат апа да үнсіз қалды. Сара болса, ішіндегі жиналғанын тоқтата алмай, адам күні бойы жұмыс істеп, үйге келіп тағы тірлік жасайды. Бірақ бір жерден шаң көрсе болды, басқа жасағанының бәрі жоқ болып кетеді екен, деп айтып қалды. Айзат апаның жүрегі шым ете түсті. Өйткені дәл осы сөздерді Мариям ешқашан айтпағанмен, 7 жыл бойы оның өмірі дәл осылай өтіп келе жатқанын енді анық көрді. Ол еріксіз Мариямға қарады. Келіні үнсіз ғана шай құйып тұр еді. Сара анасының жанарын байқап, өзі де бір сәт Мариямға қарап қалды. Бұрынғы күндер есіне түскендей, жүзіндегі ашу бәсеңдеді. Бір кездері өзі жұмыстан келіп дайын тамақты ішіп, кесесін үстелге тастап кететін. Ал Мариямға, «Мына шаң сүртіле өзі?» деп тиісетін. Енді бөтен шаңырақта дәл сондай сөздердің астында жүргенде ғана, сол келіннің үнсіздігінің мәнін түсініп келе жатқан еді. Сара сол түні анасында қалды. Күнсұлу Аружанмен бірге ұйықтады. Түн ортасында Айзат апаның аяғы тағы қақсап оянғанда, Мариям бөлмесіне кіріп дәрісін берді. Айзат апа бұл жолы келінінің қолынан ұстап қасына отырғызды. Біраз үнсіздіктен кейін, «Мариям, мен саған көп ауыр сөз айттым ау.
деді бәсең дауыспен. Мариям енесіне қарап ештеңе демеді. Оның көзінде кек те, жеңіс те болған жоқ. Тек жылдар бойы жиналған шаршау бар еді. Айзат апа сол жанарды көргенде сөзін жалғастыра алмады. Ертеңіне таңертең Нұрлан Сараны іздеп келді. Ол әйелін алып кетуге келгенімен, бұл жолы мәселені бұрынғыдай жауып қоймай, анасымен де сөйлесетінін айтты. Сара бірден келіспеді. Сонда осы уақытқа дейін үнсіз отырған Мариям, оған күйеуінің жаман адам емес екенін, ашумен шешім қабылдамай, алдымен екеуі жеке сөйлесіп көруін жай ғана айтты. Сара таңырқап жеңгесіне қарады. Өйткені өзі Мариямға талай ауыр сөз айтқанымен, Мариям оның шаңырағының бұзылғанын тілемей отыр еді. Сараның көздері жасаурап, алғаш рет жеңгесіне бұрынғыдай жоғардан емес, өзіндей бір әйел ретінде қарады. Сол күні ол Нұрланмен бірге үйіне қайтты. Ал Айзат апа қақпадан ұзаз бара жатқан қызына қарап тұрып, іштей бір нәрсені анық түсінді. Тағдыр оның қызына Мариямның 7 жылдық өмірін бірнеше айдың ішінде көрсетіп жатқандай еді. Бірақ дәл осы кезде Мариямның өз өмірінде тағы бір күтпеген өзгеріс басталып қойған болатын. Соңғы күндері оның таңертең жүрегі айнып, әлсіздігі көбейіп, кей тағамның иісінен бас айналатын болып жүрді. Мариям мұны шаршаудан көріп ешкімге айтпады. Алайда бірнеше күннен кейін жағдай қайталанғанда, оның көңіліне көптен күткен бір күдік ұялады. Мариям бірнеше күн бойы бойындағы өзгерісті ешкімге айтпай жүрді. Таңертең ас үйге кіргенде, тамақтың иісінен жүрегі айнып, кейде бас айналып орындыққа отырып қалатын. Бірақ үйдегілерге білдірмеуге тырысатын. Бір күні Ардақ оның өңінің бозарып кеткенін байқап, дәрігерге баруын өтінді. Мариям алғашында шаршаған шығармын деп мән бермегенмен, іштей өзі де бір нәрсені сезіп жүрген еді. Ақыры тексерілуге барып, дәрігердің жүкті екенін айтқанын естігенде, біраз уақыт үнсіз отырып қалды. Аружаннан кейін тағы бір бала сүйгісі келгенімен, соңғы жылдардағы күйбең тіршілік пен үйдегі жағдай бұл арманын алыстатып жібергендей еді. Үйге келгенде жаңалықты алдымен Ардақ қайтты. Ардақ қуанып, әйелін құшақтамақ болып жақындағанда, Мариямның денесі еріксіз тартылып қалғанын байқап, бірден тоқтады. Сол сәт оның жүрегіне тағы ауыр тиді. Арада қанша уақыт өтсе де, бір күнгі жасаған қателігінің ізі әйелінің бойында әлі қалған еді. Ол Мариямға асықпай ғана қуанышты екенін айтып, бұл жолы денсаулығына барынша қарайтынын жеткізді. Кешкі дастарханда жаңалық Айзат апа мен Мұратбек атаға да айтылды. Мұратбек ата қуанып батасын берді. Айзат апаның да жүзі бал-бұл жайнағанымен, бұрынғыдай келіннің мойнына шаруаны үйіп қоюға болмайтынын бірден айтты. Мариям енесінің аузынан мұндай сөз естимін деп ойламағандықтан үнсіз ғана жымиып қойды. Аружан болса, маған іні келеме, сіңлі келеме деп қуанып жүрді. Осы қуаныш қара шаңырақтағы соңғы айлардың ауырлығын аздап сейілткендей болды. Бірақ Мариямның жүктілігі алғашқы күннен ақ жеңіл болған жоқ. Әлсіздігі күшейіп, таңертең ұзақ уақыт өзіне келе алмайтын кездері көбейді. Бір күні ас үйде тұрған жерінен көзі қарауытып, үстелге сүйеніп әрең қалды. Айзат апа мұны көріп шошып кетіп, сол күннен бастап Мариямды бұрынғыдай таңға 6-да тұрғызбайтын болды. Өзі аяғын ақырын басып жүрсе де, шамасы келгенше шайын қойып, Аружанды оятуға көмектесетін. Мариям енесінің осылай өзгеріп келе жатқанына кейде өзі де сенбей қалатын. Осы аралықта Сара да Нұрланның үйіне қайта оралып, жағдайын түзетуге тырысып жүрді. Нұрлан анасымен оңаша сөйлесіп, Сараның да жұмыстан шаршайтынын, Күнсұлуды бөтенсітпеу керектігін түсіндірді. Бәтима апа ұлының сөзін сырттай қабылдағанмен, мінезі бірден өзгерген жоқ. Сара да бұрынғыдай әр ескертуге қарсы жауап бермей, кілін тартып, кейде үндемей қалуды үйрене бастады. Ең қызығы, енді ол Мариямға анда-санда өзі телефон соғатын болды. Бір күні халін сұрап отырып, оның жүкті екенін естігенде шын қуанып, бұрынғыдай мысқылдамай, денсаулығына қарауын өтінді. Мариям да өткенді қозғамады. Арада тағы бірнеше апта өткенде, Мариям жоспарлы тексеріске барды. Ардақ бұл жолы жұмыстан сұранып, әйелін өзі ертіп барған еді. Дәрігер тексеруді ұзақ жүргізіп, мониторға бірнеше рет қарағанда,
Мариям қобалжып кетті. Бірақ дәрігер күлімсіреп, құрсағында бір емес, 2 сәби бар екенін айтқанда, екеуі де алғашында сенбей қалды. Егіз екенін естіген Ардақтың көзінен жас шығып кетті. Мариям да үнсіз жылады. Үйге қайтқанда, бұл жаңалықты естіген Айзат апа қуаныштан орнынан тұрып кетпек болып, тізесі ауырғанын да ұмытып қалды. Бірақ сол түні бәрі ұйықтаған соң, оның қуанышына басқа бір сезім араласты. Ол бұрын кенже ұлымда ұл жоқ деп іштей уайымдап жүрген кездерін есіне алды. Тіпті кейде сол ойдың салмағын Мариямға білдірмей артық қойғанын да мойындады. Енді егіздердің жынысы әлі белгісіз болса да, Айзат апа алғаш рет баланың ұл не қыз болуы емес, Мариямның аман болуы маңызды екенін ойлады. Алайда отбасының қуанышы ұзаққа созылмады. Жүктіліктің бірнеше ай өткенде, Мариямның жағдайы аяқ астынан нашарлап, бір күні қатты әлсіреп қалды. Дәрігерлер егіз жүктілік болғандықтан, оған ерекше күтім мен тыныштық қажет екенін айтып, бірнеше күн ауруханада бақылауда қалдыруға шешім қабылдады. Мариямды ауруханаға алып кеткен кеште қара шаңырақ тағы да онсыз қалды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан үлкен айырмашылық бар еді. Айзат апа ас үйдің ортасында тұрып, шашылған үйге қараған кезде, Мариям келсе жинайды деп ойламады. Керісінше, қолына сыпырғышты алып, Аружанды жанына шақырып, шамасы келгенше үйді өзі реттей бастады. Ардақ жұмыстан келе сала тамаққа кірісті. Мұратбек ата дүкеннен керегін әкелді. Бір кездері бар ауыртпалықты бір адамның мойнына артып қойған отбасы, енді сол жұмысты бірнеше адам болып әрең атқарып жүрді. Сол кеште Айзат апа шашап орындыққа отырғанда, алдына 7 жылдық өмірі анық келгендей болды. Мариямның баяу жүргені рас еді, бірақ ол ешқашан бос жүрген емес. Мұны түсіну үшін Айзат апаға келінінің 2 рет ауруханаға түсуі керек болғаны ғана жанын ауыртты. Мариям ауруханада бірнеше күн бақылауда жатқанда, қара шаңырақтағы тіршілік бұрынғыдай бір адамның мойнына түспей, алғаш рет бәріне бөлінді. Ардақ таңертең ерте тұрып Аружанды дайындап, жұмысына кетер алдында ас үйді жинауға тырысатын. Мұратбек ата дүкеннен азық-түлік әкелетін. Ал Айзат апа аяғының ауырғанына қарамастан тамақтың жеңіл түрлерін жасап жүрді. Бұрын Мариям күніне 2 рет, кейде адам көбейгенде 3 рет тамақ әзірлегеніне ешкім мән бермейтін. Енді бір ғана кешкі астың өзін дайындау қаншалықты уақыт алатынын бәрі сезінді. Бір кеште Ардақ жұмыстан шаршап келіп, ас үйдегі ыдыстарды жуып тұрған кезде, Айзат апа ұлына ұзақ қарап отырды. Бір кезде өзі Мариямға, «Сенен артылатын не шаруа бар?» деп қанша рет айтқанын есіне түсіріп, сол сөзінен іштей ұялды. Сара да осы күндері анасына жиі хабарласатын болды. Нұрланмен арасы жақсы болғанмен, Бәтима апамен бір шаңырақта тіл табысу әлі оңай емес еді. Сара бұрынғыдай бірден ашуланбай, кейбір сөзге сабырмен қарауды үйреніп келе жатқанмен, енесінің әр іске араласуы кейде шыдамын тауысып жіберетін. Бір күні Бәтима апа Сара жұмыстан келгенше үйді өзі жинап шығып, кешке келініне «Үй деген әйелдің айнасы, шаң жатпау керек» деп тағы ескерту жасады. Сараның аузына қарсы сөз келіп тұрса да, үндемей қалды. Сол сәтте оның көз алдына Мариям елестеді. 7 жыл бойы ол да дәл осылай үнсіз қалып келген еді. Бірнеше күннен кейін Сара қара шаңыраққа жалғыз келді. Мариям әлі ауруханада болатын. Айзат апа екеуі шай ішіп отырғанда, Сара аяқ астынан жеңгесі туралы сөз бастады. «Мама, біз Мариямға қатты кеткен сияқтымыз ғой?» деген сөз Айзат апаны селт еткізді. Бұрын Мариямды сынағанда анасынан да асып түсетін қызының аузынан мұндай сөз шығады деп ойламаған еді. Сара өзінің де кезінде жұмыстан келіп дайын асқа отырып, ыдысын қалдырып кетіп жүріп, Мариямның сүртпеген бір шаңын тауып алып тиісетінін есіне алды. Бәтима апаның қолында келін болып жүргенде ғана, сырттан айтылған бір ауыз сөздің қаншалықты ауыр тиетінін түсінгенін мойындады. Айзат апа қызына жауап бере алмай біраз отырды. Ақыры өзі де Мариямның қадірін кеш түсініп келе жатқанын айтты. Дәл сол күні ауруханадан жақсы хабар келді. Мариямның жағдайы тұрақталып, сәбилердің дамуы қалыпты болғандықтан үйіне шығуға рұқсат берілді. Бірақ дәрігер оған ауыр көтеруге,
ұзақ уақыт тік тұруға және өзін шамадан тыс шаршатуға болмайтынын қатаң ескертті. Ардақ әйелін алып келгенде Айзат апа есіктің алдында күтіп тұрды. Мариям үйге кіріп, әдетімен ас үйге бұрылмақ болған еді. Енесі оны тоқтатып, бөлмесіне барып демалуын айтты. Бұл үйдің шаруасы қашпайды. Сен қазір 2 баланы көтеріп жүрсің, деген сөзді естіген Мариям үнсіз қалды. Осы үйде алғаш рет оның денсаулығы жуылмаған ыдыстан немесе жиналмаған бөлмеден маңызды болып тұрған еді. Келесі апталарда Айзат апаның өзгерісі сөзінен ғана емес, ісінен де байқала бастады. Маржан балаларына келетін болса, алдын ала сұрайтын болды. Ал Айзат апа Мариямға ауыр болмасын деп 3 немересін бұрынғыдай күні бойы қалдырмайтын. Бір күні Маржан жұмыстан кейін кіріп, енесіне жаңа орамал әкелді. Бұрын Айзат апа осындай сыйлыққа мәз болып, үлкен келінін Мариямның көзінше мақтайтын. Бұл жолы да рахметін айтты. Бірақ артынан Маржанға сырттағы әңгімені қайталамауын ескертіп, әркімнің өз орнын білуі керектігін сабырмен жеткізді. Маржан да бұрынғыдай қарсыласпады. Енесінің шынымен өзгергенін түсінгендей үнсіз қалды. Ал ең күтпеген жағдай бірнеше күннен кейін болды. Бәтима апаның өзі Айзат апаға телефон соқты. Сара екеуінің арасында тағы түсініспеушілік туғанын айтып, қызының кейде сөз көтермейтінін шағым етті. Айзат апа бұрынғы мінезінде болса, қызын ақтап, немесе керісінше Сараға ұрсып бастар еді. Бұл жолы екі жақты да тыңдауға тырысты. Әңгіме арасында Бәтима апа, келін дегенді басынан үйретпесең, кейін қиын болады, дегенде Айзат апаның жүрегі дір ете қалды. Өйткені өзі де 7 жыл бойы дәл осындай оймен өмір сүрген еді. Телефонды қойған соң, ол біраз уақыт үнсіз отырды. Ал Мариямның жүктілігі күн өткен сайын білініп, іші тез үлкейе бастады. Аружан күн сайын анасының ішін сипап, егіздердің қашан келетінін сұрайтын. Айзат апа немересінің осы қуанышын көрген сайын іштей тәубе ететін. Бір кеште Мариям аулада жай ғана отырып қалған еді. Айзат апа қасына келіп отырды да, ұзақ үнсіздіктен кейін 7 жыл бойы айта алмаған сөзін ақыры айтты. Ол Мариямнан кешірім сұрап, өзінің жылдамдығын бәріне өлшемет қойғанын, келіннің баяу жүргенін жалқаулық деп қабылдағанын, бірақ оның таңнан түнге дейін қанша тірлік атқарғанын енді түсінгенін мойындады. Мариямның көзіне жас толды. Ол өткенді тізіп, енесінің бетіне баспады. Тек, маған кейде 1 жыл сөзің жетпей жүрді, деді. Айзат апа осы бір қарапайым сөзден бұрынғыдан да қатты қысылды. Өйткені 7 жыл бойы келіннен мін іздеп жүріп, оған 1 ауыз жылы сөз айту соншалықты қиын болмағанын енді түсінді. Сол кеште екеуінің арасындағы 7 жылдық мұз алғаш рет шын мәнінде ерігендей болды. Бірақ сада Мариямның егіз жүктілігінің ең ауыр айлары тұрған еді. Ал дәрігерлер келесі тексерісте сәбилердің біріне ерекше бақылау қажет екенін айтып, бүкіл отбасының қуанышын қайтадан алаңға айналдырды. Дәрігердің егіздердің біріне ерекше бақылау қажет деген сөзінен кейін, қара шаңырақтағы қуанышқа алаң араласты. Мариямның өзі де бұрынғыдан сақ болып, ауыр зат көтермей, ұзақ уақыт тік тұрмауға тырысатын болды. Ең қатты өзгерген Айзат апа еді. Бұрын келіннің таңғы 7-де ас үйге шықпағанын көрсе, қабағын түйетін әйел, енді Мариям ерте тұра қалса, қайтадан бөлмесіне жіберіп, демалуын талап ететін. Кейде өзі тізесін ұстап жүріп шай қойып, қарапайым тамақ дайындайтын. Қолынан келмеген кезде Ардаққа немесе Мұратбек атаға айтатын. Бір күні Мариям шыдай алмай, ас үйді толық жинап шықпақ болғанда, Айзат апа оның қолындағы шүберекті алып қойып, үйдің шаңы ертеңде сүртіледі. Сенің денсаулығыңды ертеңге қалдыра алмаймыз, деді. Осы сөзді естіген Мариям енесіне ұзақ қарап қалды. Бір кездері дәл осы шаң үшін қанша сөз естігені есіне түскенімен, ол өткенді қозғаған жоқ. Айзат апаның өзгерісін көріп, жүрегі біртіндеп жібіп келе жатқан еді. Ардақ та әйелінің жанынан табылуға тырысты. Дәрігерге бірге апарып, дәрісін уақытында келіп, кешкісін Аружанды өзі жуындырып ұйықтататын болды. Бірақ Мариямның бойындағы бұрынғы қорқыныш толық кеткен жоқ. Бір күні Ардақ ас үйде қолындағы кесені абайсызда түсіріп алып, қатты дыбыс шыққанда Мариям селк ете түсті.
Ардақ оның жүзіндегі қорқынышты көріп үнсіз қалды. Сол сәтте жасаған ісінің салдары бір апта ауруханада жатумен ғана аяқталмағанын тағы түсінді. Сенімнің қайта оралуы үшін кешірім сұраудан да көп нәрсе керек еді. Ол содан кейін әйеліне бұрынғыдан да сабырлы болып, ашуын басқаруға тырысты. Сараның үйінде де жағдай біртіндеп өзгере бастаған. Нұрлан анасы мен әйелін бір дастарханға отырғызып, екеуімен ашық сөйлесті. Бәтима апа келіннің кей әрекетін шынымен ұнатпайтынын жасырмады. Ал Сара енесінің күн сайынғы ескертуінен өзін бұл үйде қонақ секілді сезінетінін айтты. Әңгіме бір күнде бәрін шешпегенімен, Нұрлан анасына Күнсұлудың көңіліне тиетін сөз айтпауын өтінді. Сара да ашумен жауап бермеуге уәде етті. Бір күні Бәтима апа Күнсұлудың мектептен әкелген жақсы бағасын көріп, қызды алғаш рет шын көңілмен мақтады. Сара сырттай қарап тұрып көңілі босап кетті. Ол енесінің де түгелдей жаман адам емес екенін, тек өз тәртібін өзгеге күштеп үйретіп қалғанын түсіне бастады. Сол оймен бірге анасы Айзат апа есіне түсті. Екі әйелдің мінезіндегі ұқсастықты енді байқамау мүмкін емес еді. Арада бірнеше апта өткенде Сара Мариямға арнайы келді. Бұл жолы қонақ болып тамақ ішіп кету үшін емес, қолғабыс ету үшін келген еді. Ас үйге кіріп, ыдысты өзі жуып, үйді жинауға көмектескенде Мариям алғашында таңырқап жүрді. Біраздан кейін Сара екеуі оңаша қалғанда бұрын айтқан ауыр сөздер үшін кешірім сұрады. Сен үндемеген сайын, мен саған бәрібір шығар деп ойлайтынмын. Сөйтсем, үндемеу де шыдау екен ғой. Дегенде Мариямның көзіне жас келді. Ол Сараны кінәламады. Екеуінің арасына жылдар бойы жиналған салқындық сол күннен кейін біртіндеп азая бастады. Айзат апа қызы мен келінінің бірге ас үйде отырғанын көріп, ештеңе демей сырттай ғана қуанды. Бірақ Маржанмен арадағы салқындық әлі толық басылмаған еді. Үлкен келін бұрынғыдай жиі келмейтін, балаларында сирек әкелетін болды. Бір күні Мырзахан жалғыз келіп, анасына Маржанның ренжіп жүргенін айтты. Айзат апа ұлына келінін жамандамады, тек өзінің де кезінде оған ауыр сөздер айтып, бөлек кетулеріне себеп болғанын мойындады. Мен келіндеріңді өзім сияқты болсын деп көп қыстаппын, балам. Бірақ әр адамның жаратылысы бөлек екен, деген сөзді Мұратбек ата сырттан естіп, әйеліне таңырқай қарады. Бұрын мұндайды Айзат апаның аузынан есту мүмкін емес еді. Көп ұзамай Маржан да балалармен келді. Айзат апа оны бұрынғы әңгімені қайта қозғап жазғырмады. Маржан да сырттағы өсек үшін кешірім сұрап, енесіне бұрынғы ренішін ішіне жинап жүргенін мойындады. Екеуі бір күнде бұрынғыдай жақын болып кетпесе де, енді арадағы шекараны түсінгендей болды. Маржан балаларын қара шаңыраққа келгенде кешке дейін қалдырмай, өзі де қолғабыс ететін болды. Осылай, үй ішіндегі қарым-қатынас түзеле бастаған шақта, Мариямның жүктілігі 8 айға жетті. Бір түнде оның іші қатты тартып, мазасы кетті. Алғашында басылар деп күткенімен, ауырсыну жиілей берді. Ардақ бірден жедел жәрдем шақырды. Айзат апа қорқып кеткенінен бөлмеден бөлмеге кіріп, не істерін білмей жүрді. Дәрігерлер Мариямды тексеріп, уақытынан бұрын босану қаупі бар екенін айтып, ауруханаға алып кетті. Ардақ бірге кетті. Қара шаңырақта тағы да ауыр тыныштық орнады. Айзат апа сол түні көз ілмеді. Бір кезде жайнамазын жайып ұзақ отырды. Бұрын Мариям жүкті болғанын естігенде, іштей ұл болса екен деп тілеген кез есіне түсіп, енді өзінің сол ойынан да ұялды. Бұл жолы оның тілегі жалғыз еді. Келіні де, құрсағындағы 2 сәби де аман қалсын. Таңға жақын Ардақтан телефон келгенде, Айзат апаның қолы дірілдеп кетті. Дәрігерлер босануды әзірге тоқтатқанын, бірақ Мариямның енді біраз уақыт ауруханада қатаң бақылауда жататынын айтты. Айзат апа телефонды кеудесіне басып, көзінен аққан жасын сүртті. Ал сол сәтте аурухана төсегінде жатқан Мариям да ішіндегі 2 сәбиінің қимылын сезіп, үнсіз ғана олардың амандығын тілеп жатқан еді. Мариям ауруханада қатаң бақылауда жатқан күндері Айзат апа бұрынғыдан да мазасыз болып кетті. Таңертең көзін ашқаннан Ардақтан хабар сұрап, кешке ұйықтар алдында келіннің жағдайын тағы білетін. Ал ауруханаға баруға рұқсат берілген күндері қолына жеңіл тамақ пен жемісін алып,
өзі барып қайтатын. Бір барғанда Мариямның төсекте үнсіз жатқанын көріп, жанына отырып қолынан ұстады. Бұрын келіннің бос отырғанын көрсе шаруаны ойлайтын әйел, енді оның орнынан тұрмағанына қуанып отыр еді. Мариям да енесінің жанарындағы шынайы алаңды көріп, жылдар бойғы өкпесінің біртіндеп жеңілдеп келе жатқанын сезетін. Дәрігерлер сәбилердің жағдайы тұрақты болғанымен, босануға дейін әр күн маңызды екенін айтып, Мариямға барынша тыныштық қажет екенін ескертті. Осы аралықта қара шаңырақтағы тіршілік те бұрынғыдан өзгеше қалыпқа түсті. Сара қолы қалт етсе келіп, анасына көмектесетін. Маржан да бұрынғыдай 3 баласын тастап кетпей, керісінше тамақ әкеліп, немесе үй жинауға қолғабыс жасап кететін болды. Бір кездері Мариям жалғыз атқарған тірлікті енді бірнеше әйел бөлісіп істеп жүрді. Айзат апа соны көрген сайын іштей тағы бір ойға бататын. Бір күні Сара анасына көмектесіп жүріп, өзінің Бәтима апамен арасы біршама түзелгенін айтты. Нұрлан да анасын ренжітпей, әйелін де жалғыз қалдырмай, ортасын табуға тырысып жүр екен. Бәтима апа бұрынғыдай әр нәрсеге тиісуді азайтып, Күнсұлуға да біртіндеп бауыр баса бастапты. Сара осыны айтып отырып, кенет анасына қарап, «Мен де Мариямға кезінде Бәтима ападан кем тимеппін ғой», деді. Айзат апа қызының сөзін жоққа шығармады. Керісінше, «Сен менен көрдің қызым», деп ауыр күрсінді. Осы бір мойындау Сараны да үнсіз қалдырды. Айзат апа енді өзінің мінезі тек келініне емес, қызына да үлгі болғанын түсінді. Анасының келінді кемсіткенін көріп өскен Сара, қайнапке болғанда соны қалыпты нәрсе деп қабылдаған еді. Арада 2 апта өткенде Мариямның жағдайы тұрақталып, үйіне шығуына рұқсат берілді. Бірақ бұл жолы қара шаңыраққа келген Мариямды ешкім ас үйге жолатпады. Айзат апа алдын ала оның бөлмесін дайындап, таза төсек салып қойған. Аружан анасын көргенде қуаныштан мойнына асыла кетіп, ішіндегі егіздерге күн сайын өзі қарайтынын айтып мәз болды. Мариямның жүзіне де бұрынғы тыныш күлкі қайта келе бастаған еді. Ардақ Белса әйелінің жанынан көп ұзамауға тырысты. Ол өткендегі қателігін ұмытып кеткен жоқ. Керісінше, сол бір сәттің қайталанбауы үшін өзінің мінезін өзгертуге күш салып жүрді. Бір кеште екеуі оңаша қалғанда, Мариям оған ауруханаға түскен күнін әлі де ұмыта алмайтынын айтты. Ардақ басын төмен түсіріп, одан ұмытуын талап етпейтінін, тек алдағы өмірінде сол сенімді қайта ақтауға тырысатынын жеткізді. Мариям да алғаш рет күйеуіне бұрынғыдай ұзақ әрі жылы қарады. Бұл кешірді деген сөз емес еді, бірақ олардың арасындағы мұздың еріп келе жатқаны анық болатын. Күндер өтіп, босанатын уақытта жақындай түсті. Айзат апа енді Мариямның құрсағындағы балалардың ол не қыз екенін сұрауға да асықпады. Аман келсе болды дегенді ғана қайталайтын. Бір күні Мариямның кезекті тексерісінен кейін егіздердің екеуі де ұл екені белгілі болды. Ардақ бұл жаңалықты үйге келгенде айтқанғанда Мұратбек ата қуанып батасын берді. Сара мен Маржан да сүйінші сұрап мәз болды. Айзат апаның да жүрегі жарыла қуанғанымен, Мариямға қарап тұрып бір сәт бұрынғы өзін есіне алды. Кезінде кенже ұлымда ұл жоқ деп іштей уайымдап, Аружанды Күнсұлудан төмен көрген күндері болған еді. Сол ойынан ұялып, Аружанды қасына шақырып алып, маңдайынан сүйді. «Сен менің тұңғыш немере қызымсың. Сенің орның бөлек», дегенде Аружан әжежесінің мойнына асылды. Мариям бұл көрініске сырттай қарап тұрып, көзінің жасын білдіртпей сүртті. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Босануға шамамен 3 аптадай уақыт қалғанда, бір түнде Мариям қатты ауырсынудан оянды. Бұл жолы бұрынғыдай басылатын белгі болмады. Ардақ жедел жәрдем шақырып, Айзат апа Мариямның киімдерін асығыс жинады. Үйдің бәрі оянып кетті. Аружан қорқып жылап тұрғанда, Айзат апа оны бауырына басып, анасының аман келетінін айтып жұбатты. Жедел жәрдем Мариямды алып кеткеннен кейін Ардақта ауруханаға кетті. Таң атқанша ешкім дұрыс ұйықтамады. Айзат апа біресе телефонға, біресе сағатқа қарап отырды. Таңғы 7-ге жақындағанда Ардақтан қоңырау түсті. Дәрігерлер босану басталғанын, егіздер мерзімнен сәл ертерек дүниеге келетін айтқан екен. Айзат апаның қолы дірілдеп, телефонды Мұратбек атаға ұстатты. Енді олардың қолынан келері тек күту еді. Ал бірнеше сағаттан кейін
осы қара шаңыраққа жететін бір хабар 7 жыл бойы жиналған өкпе мен реніштің соңғы бетін жабатын еді. Таңғы сағат 9-дан аса бере, Ардақтан қайта қоңырау түсті. Телефонды бұл жолы Айзат апаның өзі көтерді. Бірақ баласының даусын естігенше, жүрегі кеудесінен шығып кетердей дүрсілдеп тұрған еді. Ардақтың даусы толқып шықты. Мариям аман-есен босанып, 2 ұл дүниеге келгенін. Сәбилер мерзімнен сәл ертерек туғандықтан дәрігерлердің бақылауында екенін айтты. Ең бастысы, анасының да, балалардың да жағдайы тұрақты еді. Айзат апа осы сөзді естігенде орындыққа отыра кетіп, көз жасын тоқтата алмады. Мұратбек ата үнсіз ғана алақанын жайып шүкіршілік етті. Ал Аружан 2 інісі болғанын естігенде үйдің ішінде қуанып жүгіріп жүрді. Сара мен Мажанға хабар жеткенде, олар да бірінен соң бірі келіп, қара шаңырақ бірден қуанышқа толды. Бірақ Айзат апаның ішіндегі сезім өзгелерден бөлек еді. Бір кездері кенже ұлында ұл немере жоқ деп іштей уайымдап жүрген есіне алғанда, өзін кінәлі сезінді. Бүгін 2 ұлдың дүниеге келгеніне қуанғанымен, ең алдымен Мариямның аман қалғанына шүкіршілік етіп отырды. Келініне деген көзқарасы өзгермегенде, бәлкім дәл қазірде немерелерінің жынсын бірінші орынға қояр ма еді. Ал енді оған адамның амандығынан қымбат ештеңе жоқтай көрінді. Мариям бірнеше күн ауруханада жатты. Егіздердің салмағы аздау болғандықтан, дәрігерлер оларды да бақылауда ұстады. Айзат апа күн сайын Ардақтан жағдайларын сұрап, үйге келетін күнге дайындала бастады. Бірақ бұл жолғы дайындықтың бәрін өзі басқарғанымен, Мариям келгенде үй шаруасына араластырмайтынын қайта-қайта ескертіп жүрді. Маржан бір қазан сорпа дайындап әкелді. Сара үйді жинауға көмектесті. Мұратбек ата бесікке қажетті заттарды алып келді. Бір кездері Мариям жалғыз өзі осы адамдардың бәріне қызмет етіп жүрген үйде, енді бірнеше адам оның жағдайын жасау үшін бірігіп жүрді. Ауруханадан шығатын күні Айзат апа да бірге барды. Мариям 2 кішкентай сәбиді құшағына алып шыққанда, енесі біраз уақыт үнсіз қарап тұрды. 7 жыл бұрын осы үйге жас келін болып келген Мариям, кейін бір қыздың анасы болған Мариям. Қанша сөз естісе де үндемеген Мариям. Бір күні осы шаңырақтан жарақат алып ауруханаға кеткен Мариям. Енді 2 ұлын құшағына қысып, қайта келе жатыр еді. Айзат апа сол сәтте өзінің осы елдің өміріндегі қанша қуанышқа да, қанша көз жасына да куә болғанын ойлап, жүрегі сыздады. Үйге келген соң, Аружан інілерінің жанынан шықпады. Айзат апа да егіздерді кезек-кезек қолына алып, маңдайларынан иіскеп отырды. Бірақ Мариям орнынан тұрып, ас үйге қарай беттегенде бірден тоқтатты. Сенің қазір жұмысың осы балаларды бағу. Қалғанын өзіміз істейміз. Дегенде Сара күліп, ас үйге өзі кірді. Маржан да артынан ерді. Мариям төсекте отырып, 2 қайынсіңлісі мен абысының ас үйге бірге жүргенін көргенде, өмірдің қаншалықты өзгергеніне өзі де таңырқап қалды. Бірнеше күннен кейін Сара жалғыз өзі Мариямның бөлмесіне кіріп, егіздердің бірін тербетіп отырып, баяғы күндерді еске алды. Өзінің жұмыстан келіп, дайын тамақты ішіп, үйден қайта шығып кететінін, Мариямның істегенін көрмей тұрып, шаңға дейін тиісетінін айтып, тағы да кешірім сұрады. Мариям өткенді қайта қазғысы келмейтінін айтып, тек ендігі жерде бір-бірінің қадірін білсе жеткілікті екенін жеткізді. Сараның даусы дірілдеп кетті. Бәтима апаның қолына келін болып түспегенде, бәлкім Мариямның қандай күйде жүргенін ешқашан түсінбес еді. Сараның өзі де өзгерген болатын. Енді қара шаңыраққа келгенде дайын тамақ күтпей, ас үйге кіріп көмектесетін, Күнсұлудың артынан өзі жинайтын болды. Бәтима апамен қарым-қатынасы да біртіндеп орнығып келе жатты. Нұрлан анасына әйелінің жағдайын түсіндіре жүріп, 2 жақтың ортасында әділ болуға тырысқандықтан, Сара да күйеуінің қадірін тереңірек түсінді. Ал Маржан бұрынғыдай балаларын қара шаңыраққа тастай салмайтын болды. 3 ұлымен келсе, өзі де бірге отырып, кетерде арттарын жинап шығатын. Айзат апа да оны бұрынғыдай Марияммен салыстырмайтын. Бір күні 2 келіні қатар ас үйде жүргенде, Айзат апа сырттай қарап отырып, өзінің үлкен қателігінің бірі осы салыстыру болғанын түсінді. Маржан ширақ, тілі жылдам, қолы тез еді. Мариям баяу, сабырлы, үндемейтін.
Екеуінің бірін жақсы, екіншісін жаман етуге еш себеп болмаған. Әр адамның жаратылысы бөлек болатын. Егіздердің дүниеге келгеніне бір айға жуықтағанда, Айзат апаның аяғы тағы қатты қақсап қалды. Мариям жаңа босанғанына қарамастан, өлдетмен орнынан тұрып енесінің дәрісін әкелмек болғанда, Айзат апа оны тоқтатып, өзі ақырын барып алатынын айтты. Бірақ Мариям күлімсіреп, дәрісін әкеліп берді де, аяғына майын да жағып қойды. Айзат апа келіннің төбесіне қарап отырып, көз жасын жасыра алмады. Мен саған қанша ауыр сөз айтсам да, сен неге бір рет бетіме баспайсың? Деп сұрады. Мариям біраз үнсіз отырып, бұл үйге жау болып емес, отбасы болам деп келгенін, қанша ренжісе де, Ардақтың ата-анасын өзіне бөтен көре алмағанын айтты. Айзат апаның көзөрінен жас ағып кетті. Сол күні ол Мариямнан тағы да кешірім сұрады. Бірақ бұл жолы жай ғана сөз үшін емес, Аружанды шеттеткен үшін де, еңбегін бағаламаған үшін де, ұлының алдында оны үнемі кінәлі етіп көрсеткен үшін де кешірім сұрады. Мариям енесінің қолын ұстап, үнсіз отырды. Есіктің сыртында осы әңгіменің бір бөлігін естіп қалған Ардақ та көзін төмен түсірді. Өйткені бұл отбасының өзгеруі тек Айзат апамен аяқталмау керек еді. Мариямға ең үлкен жаран салған адамның бірі өзі болатын. Ал енді ол әйелінің сенімін өмір бойы ісімен қайтаруға міндетті екенін бұрынғыдан да анық түсініп тұрды. Егіздердің дүниеге келгеніне бірнеше ай өткенде, қара шаңырақтың тіршілігі мүлде басқа арнаға түсті. Үйде бұрынғыдан да бала көбейгенімен, енді барлық ауыртпалық жалғыз Мариямның мойнында емес еді. Ардақ жұмыстан келген соң егіздердің гірін көтеріп, Аружанның сабағына қарайтын. Айзат апа шамасы келгенше балаларды тербетіп, Мариямға тынығып алуға мүмкіндік беретін. Мұратбек ата дүкен мен сыртқы шаруаны өз мойнына алған еді. Мариямның өзі де бұрынғыдай таңғы 6-да тұрып, бүкіл үйдің тірлігін жалғыз атқаруға ұмтылмайтын болды. Ең бастысы, енді ол шаршағанын айтуға қорықпайтын. Айзат апада үйдің бір жерінен шаң көрсе, бұрынғыдай келінін шақырып ұрыспай, кейде өзі сүртіп қоятын, кейде ертеңге қалдыратын. Бір кездері үйдің тазалығын адамның қадірінен жоғары қойған әйел үшін бұл үлкен өзгеріс еді. Бір күні түске қарай Сара Күнсұлуды ертіп қонаққа келді. Бұрынғыдай есіктен кіре сала, дайын дастархан күтпей, ас үйге кіріп Мариямға көмектесе бастады. Сараның өзі де өзгерген еді. Бәтима апамен арадағы қарым-қатынасы бірген мінсіз болып кетпесе де, екеуі бір-бірінің мінезіне біртіндеп үйреніп келе жатқан. Нұрлан да Сараның жанынан табылып, анасының алдында әйелін жалғыз қалдырмайтын болды. Ең маңыздысы, Бәтима апа Күнсұлуды бұрынғыдай Сараның бірінші некесінен қалған бала деп емес, үйінің бір мүшесі ретінде қабылдай бастаған еді. Бір күні Күнсұлу ауырып қалғанда, түнімен жанынан шықпай қарағанда, сол Бәтима апа болды. Сара осыны анасына айтып отырғанда, Айзат апа үнсіз тыңдап, әр адамның өзгеруіне уақыт керек екенін ойлады. Өзі де Мариямның қадірін бір күнде түсінген жоқ еді. Түстен кейін Маржан 3 ұлымен келді. Балалар баяғы әдетімен үйге кіре сала шулап ойнағанымен, бұл жолы Маржан олардың артынан өзі жинап жүрді. Асүйде Сара, Маржан және Мариям үшеуі қатар отырып шай ішкенде, бұрынғы ащы әңгімелердің орнын жеңіл әзіл басқандай еді. Айзат апа төрде егіздердің бірін тербетіп отырып, 3 әйелге ұзақ қарады. Бір кезде өзі осы әйелдердің арасындағы салыстыруды күшейтіп, бірінің сөзін екіншісіне жеткізіп, Маржанды Мариямға үлгі етіп көрсетіп, қызын да келіннің үстінен сөйлеуге үйреткенін енді анық түсінетін. Үйдің берекесін тек келіннен талап етіп жүріп, сол берекені кейде өзінің сөзі бұзып келген екен. Бірақ бәрі түзелді деп ойлаған кезде, күтпеген бір әңгіме қайта көтерілді. Кешке Мырзахан мен Ардақ аулада отырған кезде, Сара да Маржан да үйлеріне тараған болатын. Мұратбек ата үлкен ұлдарына қарап, ата-ананың жасы ұлғайып келе жатқанын, ертең қара шаңырақпен дүние мүлікке байланысты араларында сөз болмасын деп, кейбір нәрсені қазірден реттеп қойған дұрыс екенін айтты. Мырзахан бұған аса мән бермегенімен, Ардақ үнсіз қалды. Әңгіме үйдегі әйелдерге жеткенде Маржанның көңіліне күдік кірді. Қара шаңырақта Ардақ отырғандықтан үй түгелдей соған қалып, үлкен ұлдың үлесі ескерусіз қалама деп ойлады. Бұрынғы өкпесі толық жазылып үлгермеген Маржан,
осыны Мырзаханға айтып, арада тағы салқындық пайда бола бастады. Айзат апа бұл әңгімені естігенде алғашында ашуланды. Тағы да дүние үшін сөз басталды ма, деп Маржанды кіналағысы келген. Бірақ өзін тежеді. Бұрынғыдай бір адамның сөзін тыңдап, үкім шығармай, бәрін бір дастарқанға жинауға шешім қабылдады. Келесі демалыста Мырзахан мен Маржан, Ардақ пен Мариям, Сара мен Нұрлан түгел қара шаңыраққа келді. Мұратбек ата мәселені өзі түсіндіріп, тірі күндерінде балаларының арасына дүние салғысы келмейтінін айтты. Ардақта қара шаңырақта отырған үшін бәріне өзі ие болғысы келмейтінін жеткізді. Мариям болса мүлде араласпай отырды. Сонда Айзат апа бәрінің алдында қара шаңырақтың қадірі қабырғасында емес, осы үйге адамдардың ренжімей келіп кетуінде екенін айтып, дүние үшін бауырларының арасына сызат түсіруге жол бермейтінін кесіп айтты. Маржан да өзінің асығыс ойлап қалғанын түсініп, әңгімені созбады. Осы басқосу Айзат апа үшін тағы бір сынақ болды. Бұрынғыдай ашумен сөйлесе салса, кішкентай күдік үлкен жанжалға айналуы мүмкін еді. Ал бұл жолы ол алғаш рет сөздің салмағын өлшеп барып сөйлеген болатын. Қонақтар тарағаннан кейін кешке Мариям ас үйде қалған кеселерді жуып тұрды. Айзат апа кіріп, оның жанында біраз тұрды да, «Қой, ертең жуармыз» деді. Мариям күліп, аз ғана қалғанын айтып, жұмысын жалғастыра берді. Айзат апа сол кезде 7 жыл бұрынғы Мариямды есіне алды. Сол баяу қимыл, сол үндемейтін мінез, сол асықпай істейтін қолдар. Мариям негізі өзгермепті. Өзгерген, оған қарайтын өзінің көзі еді. Бұрын сол баяулықтан салақтық көрсе, енді сабыр көретін болды. Бұрын үнсіздігін әлсіздік деп ойласа, енді сол үнсіздіктің артында қанша төзім жатқанын білетін. Асидің есік алдында ойнап жүрген Аружанға қарап, артынша бесікте жатқан егіздердің дауысын естіген Айзат апа ішінен тәубе деді. Бірақ оның жүрегінде әлі орындалмаған бір міндет бар еді. Ол осы жылдар бойы Мариямды Сара мен Маржанғаз сыртынан қанша рет жамандағанын ұмытпаған болатын. Келіннен оңаша кешірім сұрағанымен, енді бір күні бүкіл отбасының алдында өзінің қателескенін ашық мойындауды ойлады. Өйткені адамның көңілін көттің алдында түсіріп алып, кешірімді тек оңаша сұрау Айзат апаға енді жеткіліксіз көріне бастаған еді. Күздің жайма шуақ күндерінің бірінде қара шаңыраққа бүкіл отбасы тағы жиналды. Бұл жолы ешқандай дау да, дүние мүлік мәселесі де жоқ еді. Егіздердің дүниеге келгеніне бірнеше ай толып, Мұратбек ата немерелеріне шағын дастархан жасап, балалары мен немерелерін бірге жинақсы келген. Таңертеңнен үй іші балалардың күлкісіне толып, Мырзахан мен Маржан 3 ұлын ертіп келді. Сара Нұрлан мен Күнсұлуды алып жетті. Ал Аружан 2 інісінің жанынан шықпай, біреуінің жөргегін әкеліп, екіншісінің мойыншығын түсеп, өзін үлкен әпке сезініп мәз болып жүрді. Мариям әдетінше ас үйге кіріп, дастархан қамына араласа бастаған еді. Бірақ бұл жолы оның жанында Сара да Маржан да болды. Бірі салат жасап, екіншісі ыдыстарды реттеп, Мариям тек тамақтың бабын қарап жүрді. Бір кездері осы адамдардың бәрі кешке дайын асқа отырып, артынан үйіне тарағанда, тау болып қалған ыдыспен жалғыз қалатын Мариям бүгін сол көріністі есіне де алмауға тырысатын. Өйткені өткеннің жарасын қайта-қайта қозғағаннан гөрі, адамның өзгергенін көре білуде керек екенін түсінген еді. Айзат апа төрде егіздердің бірін қолына алып отырды. Аяғы әлде анда-санда қақсайтындықтан ұзақ жүре алмайтын, бірақ бұрынғыдай соған ашуланбайтын. Жасы ұлғайған сайын адамның қолынан келетін ісі азаятынын өзі сезінген сайын, кезінде жас келіннен бәрін мінсіз талап еткеніне таңғалатын. Дастархан басына бәрі жиналғанда, Мұратбек ата батасын беріп, балалардың амандығын тіледі. Әңгіме бірде жұмысқа, бірде балаларға ауысып, үй іші көңілді отырғанымен, Айзат апаның ойында бірнеше күннен бері дайындап жүрген бір сөз бар еді. Ол бір кезде қолындағы немересін Мариямға беріп, айналасында отырған балаларына, келіндеріне, қызына қарап үнсіз қалды. Бәрі оның бір нәрсе айтқысы келгенін сезіп, әңгімесін тоқтатты. Айзат апа алдымен Мариямға қарады. Осыдан 7 жыл бұрын табалдырықтан именіп аттаған жас келіннің жүзі есіне түсті. Сол кезде оны өзіне ұқсатқысы келіп, өзінің жылдамдығын, өзінің тазалығын, өзінің тіршілікке бейімділігін жалғыз дұрыс өлшем деп қабылдағанын айтты. Мариям бір істі асықпай жасаған сайын салақсың деп ұрысқанын,
Үйде 5 бала ойнап шашып кеткеннің өзін соған жапқанын. Сара мен Маржанның алдында да талай рет жамандағанын жасырмады. Үй ішін тыныштық басты. Мариям төмен қарап отырды. Айзат апаның даусы бір жерде дірілдеп кетті. Ол ең ауыр қателігінің Мариямның еңбегін көрмегені ғана емес, ұлы Ардаққа да әйелін үнемі кінәлі етіп көрсетіп отырған екенін мойындады. Сол бір ауыр күні өзінің ашумен айтқан сөздері Ардақтың да ашуын күшейтіп, ақырында Мариямның жарақат алып, ауруханаға түсуіне дейін жеткізгенін айтқанда, Ардақ басын төмен салды. Айзат апа сол оқиғаны ешқашан ақтауға болмайтынын, Мариямның сол үйге қайта оралуының өзін үлкен кешірім деп қабылдайтынын жеткізді. Ардақ та бәрінің алдында әйеліне қарап, жасаған ісіне тағы бір рет кешірім сұрады. Ол ашуды сылтау етуге болмайтынын, әйеліне қол көтерген күні өзінің отбасына ең ауыр жара салғанын енді толық түсінетінін айтты. Мариям көз жасын сүртіп отырды. Ол өткенді ұмытып кеткен жоқ еді. Кейбір жараның ізі адамның денесінен бұрын жүрегінде ұзақ сақталатынын жақсы білетін. Бірақ Ардақтың содан бері өзгеруге тырысып жүргенін де көріп жүрді. Сондықтан ол күйеуіне де, енесіне де өткенді қайта-қайта беттеріне баспайтынын, тек ендігі өмірде сол жағдай ешқашан қайталанбауын қалайтынын айтты. Сара да үнсіз отыра алмады. Ол Мариямға кезінде айтқан ащы сөздері үшін тағы кешірім сұрап, өзі Бәтима апаның қолына келін болып түскенде ғана бөтен адамның әр сөзі әйелдің жүрегіне қалай бататынын түсінгенін мойындады. Нұрлан әйеліне қарап отырды. Соңғы айларда Сараның да өзгергенін ол жақсы білетін. Сара енді Бәтима апамен бұрынғыдай әр нәрсеге бола сөзге келмейтін. Бәтима апа да келінінің әр ісінен мін іздеуді азайтқан еді. Екеуінің арасы мінсіз болмаса да, бір-бірін өзгертуге емес, түсінуге үйреніп келе жатқан. Маржан да өзінің сыртта енесін жамандағанын ақтағысы келмеді. Кезінде Айзат апаның ащы сөздеріне ренжіп бөлек кеткенін, сол ренішін кейін өсекпен шығарып жүргенін мойындап, енді бір жерде қара шаңыраққа балаларын тастап кететін орын ретінде емес, ата-әжесінің үйі ретінде келіп кететінін айтты. Айзат апа екі келініне қарап отырып, олардың екеуін жылдар бойы бір-бірімен салыстырғанының өзі қате болғанын тағы айтты. Маржанның қолы жылдан болғанмен, мінезі бөлек. Мариямның қимылы баяу болғанмен, жүрегі кең еді, ал адамды бір ғана қасиетімен өлшеуге болмайтын. Дастарқан басындағы ауыр әңгіме бірте-бірте жеңілдеп, балалар қайтадан ойнауға тарады. Күнсұлу мен Аружан аулада қатар жүгіріп жүргенде, Айзат апа екеуін де шақырып қасына отырғызды. Бір кезде Күнсұлуды бауырына басып, Аружанды шеттеткен күндері есіне түсіп, екі немересін екі жағынан құшақтады. Аружан әжесінің иығына басын қойып отырғанда, Мариям сырттай қарап жымиды. Кешке қарай Мырзахан мен Маржан балаларын алып үйлеріне қайтты. Үстелде аздаған ыдыс қалған екен. Ол жеңін түріп жуа бастағанда, Айзат апа да артынан кіріп, қолына сүлгі алды. Мариям жуған ыдысты Айзат апа сүртіп, орнына қойып тұрды. Екеуі біраз уақыт үндемей жұмыс істеді. Бір кезде Айзат апа күлімсіреп, "Асықпай-ақ қой қызым, ертең де күн бар" деді. Мариямның қолы бір сәтке тоқтап, енесіне қарады. Осы үйде 7 жыл бойы ең көп естіген сөзі жылдам-жылдам жаса болатын. Ал бүгін дәл сол адам оған асықпауды айтып тұр еді. Мариям да жымиып, соңғы кесені шайып қойды. Айзат апа ас үйден шығып бара жатып, бесікте ұйықтап жатқан егіздерге, жанындағы төсекте жатқан Аружанға, арғы бөлмеде қызына ертегі оқып отырған Ардаққа көз салды. Бір кезде салақ келін деп менсінбеген Мариям, осы шаңырақтың берекесін 7 жыл бойы арқалап келгенін ол енді толық түсінетін. Береке үйдің еденінің күн сайын жарқырап тұруында да, кірдің дәл уақытында жайылуында да, әйелдің қолының қаншалықты жылдам қимылдауында да емес екен. Береке бір шаңырақта тұрып жатқан адамдардың бір-бірінің еңбегін көре білуінде, ауыр сөз айтпастан бұрын ойлана білуінде, әйелді келін болған үшін қызметші санамай, отбасының бір мүшесі ретінде қадірлеуінде екен. Айзат апа осыны түсіну үшін қызының өз тағдырынан сабақ алғанын, келінінің ауруханаға түскенін, өзінің аяғы сыр бергенін,
Үйдің Мариямсыз бірнеше күнде-ақ берекесі кеткенін көру керек болды. Кеш түсінсе де, ол тәубесіне келген еді. Ал Мариям бұрынғысынша асықпай жүретін. Тамақты да асықпай жасайтын. Кірді де өз ретімен жаятын. Балаларын да сабырмен тәрбиелейтін. Тек енді осы үйде оның баяулығын салақтық деп атайтын ешкім қалған жоқ еді. Құрметті тыңдармандар, сіздің ойыңызша Айзат апаның Мариямды жылдар бойы салақ, жайбасар деп кінәлауы дұрыс болды ма? Мариямның орнында болсаңыз, сонша ауыр сөзден және болған жағдайдан кейін сол шаңыраққа қайта оралып, кешіре алар ма едіңіз? Ал Айзат апа өз қателігін кеш болса да түсініп, келінінің қадірін білген туралы не ойлайсыз? Өз пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз. Егер осы оқиғаны басынан соңына дейін тыңдап шықсаңыз, комментарийге плюс белгісін қалдырып кетіңізші. Сонымен қатар, бізді қай қаладан тыңдап отырсыз, және дәл қазір сізде сағат неше болды? Жазып кетіңіз. Бәрін оқимыз. Оқиға сізге ұнаса, видеомызға лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі жүрекке жететін тағдырлы оқиғаларда қайта кездескенше.